көбісі біле бермес, бірақ жыл сайын Қазақстанда 100-ге жуық мектептер, мемлекеттік мектептер жабылуда. Айналаңдағыларды ұятқа қалдырған болып есептейді ғой. Содан суицидке көп ұшырайтын сол жапондар. Басшылық тараптан жағдай жасалу керек, сағат саны дұрыс болу керек, инфрақұрылым дұрыс болу керек, расписаниясы дұрыс болу керек, әріптестері дұрыс болу керек. Бірақ ол мектептердің неге аты шықпайды, ол мектептердің неге жаңағы мүмкіншілігі жоқ? Бізде болашақ стипендиясына конкурс ондай емес. Бізде бір орынға, бір стипендияға 3 адам ғана таласады. Сингапурда мұғалім болуға бір орынға 20 адам таласады. Ақшаны төгіп, қаншама оқытты, бәрің сөйтіп жекеге, частныйға кетіп қалған жоқсыздар ма? Өзінің тиімділігін дәлелдеген нәрселерді біз көбейту керекпіз. Өкінішке орай бізде әлі жалақы деңгейінде өзгеріс басталғанмен мұғалімдердің дайындығы байланысты аса бір өзгеріс болған жоқ. Қайырлы күн, құрметті оқырман, бұл Ойлайық YouTube арнасының кезекті сұхбаты. Ойлайық YouTube каналын қолдай жүріңіздер, себебі біздің мақсатымыз білімді трендке айландыру, білімді дәріптеу. Сондықтан әрбіреулеріңіздің қолдауыңыз біз үшін өте маңызды. Бүгін бізде қонақта Нұрмұхамед Досбаев мырза. Енді қалай десек болады, осы білім саласында ұзақ жыл жұмыс жасағанмен қоймай, сарапшы ретінде де көп жерде танылып жүрген азаматтардың бірі. Арғы жағы енді Шымкент Кітел, Тараз Кітелден бастап жұмыс жасап, Кембридж университетінде тамамдамай ары қарай біраз нәрсені зерттеуде жұмыс жасап жүрген азаматтарымыздың бірі. Сонымен қоса бізде Жанат Алтаев, Жәкеңде Англияның Шеффилд университетінің түлегі, болашақ бағдарламасының азаматтарымен бүгін елдің болашағы үшін жұмыс жасап жүрген азаматтармен бір жақсы, тамаша сұхбат болады деп ойлаймыз. Енді Нұрмұхамед мырза, өзің мен кейбір нәрселер жеткізе алмай жатсам, тағы да қосымша кішігірім айтып жүрсең, енді не дейміз, Гарден Скул дейміз ғой енді, соның мектебінің негізін қалаған азамат деп айтуға болады, нөлден бастап шығарған. Оның ар жағында да білім саласында істемедің емес, білуімізше Шымкенттегі білім басқармасында жұмыс жасадың, мектептерде жұмыс жасадың, жай мектептерді көрдім деп кейбір жаңағы практика кезінен бастап сол зерттеуге, не қылуға себепші болған нәрсе, осы деген нәрселеріңізді енді көріп қойып жатырмыз кейбір сұхбаттарынан. Сондықтан өзіңе сөз берейік, енді кішігірім өзіңді таныстырып, ары қарай осы салаға қалай келдің, неге келдің дегеннен бастап жүрсек. Шақырғандарыңызға көп рахмет, баршаңызға сәлем болсын. Енді оңтүстіктің тумасымын, жасым 33-те. 3 баланың әкесімін. 3 баланың әкесімін, шүкір. 17 жасымнан бері білім саласында жұмыс жасаймын. Мектепті бітіре салысымен сол тәрбиешілік қызметке кірістік. Тараздағы мемлекеттік университетте ағылшын тіл мұғалімдік мамандығына оқып жүрумен қатар түстен таңға дейін сол ер балалармен бірге жұмыс жасадық, тәрбиеші болдық. Солай өзіміздің білім саласындағы мансабымыз солай басалды. Содан кейін барып Қостанайда достық білім беру орталығына шақырту алып, сол жерге аттандым. Сол жерде бір жылдай жұмыс жасадым. Енді ол жерде қосымша табыс көзі ретінде бағанада аудармашы, тілмаш болып жұмыс істедім. Ағылшын, орыс, қазақ тілін синхронды тұрғыда аударып, сонымен қатар олимпиадалық бағытта да айналыстым. Ағылшын тілінен олимпиадаға, IELTS, SAT сияқты халықаралық емтихандарға дайындадым. Енді сонымен сол бір мұғалімдік тереңдеген тәжірибем сол Қостанай болды деп айта аламын. Бірақ одан кейінгі кезеңдерде мен көбінесе зерттеу, басқару, кәсіппен айналысу бағытында болдым білім саласының. Бүгінгі таңда сол енді барлығы сол жинаған тәжірибені біріктіріп, сол жаңа форматтағы заманауи мектеп бастамаларын бастап жүрміз. Жеке мектептер бар, қазір мемлекеттік мектептер бар.
енді қазір біздің білім саламыздағы лайықты жасалып жатқан өзгерістер бар. Енді жаңағы екеуің де Жанат ағайда, Нұрмұхаметте ерекшелігі Жәкең қазақ тілден бастап кейін ағылшын мұғалім болып өзің де ағылшыннан бастадың деген сияқты. Жәке, сізден не болсын, енді болашақ бағдарламасын бітіргендерден бір пайдалы болып елге болашақ үшін жұмыс жасалып жатқан нелер бар ма? Иә, былай қарағанда енді көпшілік адам айтады ғой, мен ел үшін қызмет жасап жатырмын, басқа жатырмын деп айтады. Әрине негізі барлығы өздері үшін, өздерінің қажеттілігі үшін және өздері қалаған жүйеде жұмыс жасайды. Бірінші мәселе. Бірақ мына болашақ бағдарламасын бітірген жігіттер, қыздардың ішінде мен қатты құрметтейтін, ойы ерекше болып өзгеріп келетін азаматтар бар. Мысалы, мына Нұрекең айтып отыр, жаңағы тәрбиешіліктен бастадым, білім саласында істедім, сосын білім басқармасына барып жұмыс жасадым дейді. Шымкентте білім басқармасында жасадыңыз ғой, дейме? Үлкен басшылық қызметте болды ма? Басшының орынбасары болдым. Басшының орынбасары болды. Мысалы, егер тек қазақы оймен, Шымкенттегі, оңтүстіктегі менталитетпен алып қарасақ, ондай қызметтен көп адам кете бермейді негізі. Одан ары қарай дамуды, одан ары қарай өсуді ойламаса, бұл енді Нұрекеңдер жаңағы болашақты оқып келгеннің арқасында басқаша ойлап, ол қызметтің бәрі жай жолдағы өмір сүруде өзінің мақсатына жету барысындағы жай бір құрал ретінде ғана қарайды. Сол үшін бұл кісілерге, болашақтың мықты азаматтарына қызметті беру, кету, тастап кету, өзінің мақсатымен жүру деген дүние бар. Осының бір көрінісі, мысалы, міне Нұрекең отыр. Екінші көрінісін мен тағы да айтатын едім. Осы 6 жыл бұрын Англиядан бір қыз бітіріп келді. Дәл сіз сияқты ағылшын тілі маманы. Ол келді дағына, оның мүмкіндігі болды, ағылшын тілі өте жоғары деңгейде. Астанада, Алматыда менмін деген мектептерде жұмыс жасауға. Бірақ ол не істеді? Мен барып ерекше жағдай жасайын, ағылшындардың құндылықтары мүлдем басқа екен деп, Қостанай облысының бір ауданына барып, ауылды жердегі мектепке ағылшын тілін дамытам деп кетті. Не істеді? Болашақер Астанада, Алматыда мені жүрміз 100 деп. Ешкімді біліп атқан жоқ. Сіз айтып отырсыз, рахмет. Басқа ешкім танымайды деген сияқты. Бірақ ана қыз ана жерге барып өзгеріс жасап, оған хабар ұлттық арнасы барды, хабар агенттігі бар, ол қыз туралы кәдімгідей бағдарлама түсіріп, керемет нәтиже жасады. Бұл жаңағы Гүлмираны айтып отырсыз ба? Сол қыз ғой деймін, Гүлмира. Қостанай облысындағы бір Наурызым ауданы ғой деймін, бір ауылға барып ағылшыннан мектепке барды ғой. Біз бір уақытта оқыдық біз ол қызбен. Солай болды ма? Егер соны айтайын деп жатқан мен. Сол қызды айтып тастасаңыз мен керісінше сұрақ қойын деп жатырмын. Ақшаны төгіп, қаншама оқытты, бәрің сөйтіп жекеге частныйға кетіп қалған жоқсыздар ма? Сұрақ қойын деп отырмын. Мектеп ашам деп қалай жүрсіз, сіз бізге кетіп қалдыңыз. Ол кісі мемлекетте қандай кадр қалды? Деген нәрсені айтайын деп. Ол кісі мемлекеттік мектепке барды, және сол жерден нәтиже шығарып, танылып, сол жердегі көп қарапайым қазақтың сол жер ауылдың балаларының сауабын алып жатыр, былайша айтқанда. Мен болашақта бітірдім. Бітіргеннен кейін білесіз, сіздерге айттым. Мысалы, келдім дағына, келген күні кешкісін жұмысқа бірінші күні шықтым да, кешкісін бастыққа кірдім. Сөйтіп, рахмет, менің орныма максимум 2 ай уақыт беріңіздер, мен мемлекеттік қызметтен кетемін дедім. Сөйттіқтаған міне білім саласы, басқа дүниелер маған жаныма жақындау болды. Назарбаев зияткерлік мектептеріне бардым. Сол жерде сіз неде болдыңыз, Мен ол кезде Мәдениет және ақпарат министрлігінің қоғамдық саяси жұмыстар деген департаменті бар. Бүкіл облыстағы жаңа ішкі саясат басқармаларын бәрін басшылық үйлестіріп отырады қызметтерін сол жерде. Сол жердегі маманның бірі едім. Сөйтіп Құдай аузыма салыпты. 2-3 айдан кейін Назарбаев мектебі шақырды, орталық басқарып аппарат. Сонда бардым. Ол жерде білім саласы сәл жанға жақындау болды. Сол жерде өзімді көрдім. Сосын 4 жылдай уақыт өтті арада. Ол да қызды да мен айтып жүрем ғой, сіздерден бір керемет нәтиже болғаннан кейін, оны да қалдырып, сіздерді Таразға шақырып, осылай зерделі саласында қазір жеке мектептер болып жүріп жатырмыз. Өзің енді көп осы саланы зерттеп, білім саласын көп зерттеп жүрген азаматсың. Мынау енді жекеге байланысты да көп жаңағындай недеріңді айтып жүрсің. Біздің Қазақстанда қазір енді жеке мектептердің саны
сосын жаңа оқу орталықтары көбейіп жатыр, иә. Соларға байланысты енді халық кейде былай түсінсе, кейде былай түсініп жатады. Ол мемлекеттің жаңағы несі жетпегендіктен сондай болып жатыр деген де әңгіме айтылады. Сол жағында жаңағы дамыған мемлекеттерде өзің бір сұхбаттарыңда айтыпсың, жаңа частный мектепті, жеке мектептердің салмағы 20-25%-ға дейін құрайды деген әңгіме, не? Осы жөнінде кішкене тоқтала кетші. Біздің енді бүгінгі басты тақырыбымыздың бірі осы жаңа мемлекеттік мектептер, жеке мектептер, қазіргі енді білім саласы, осы туралы кішкене өзіңмен кеңірек сұхбат құрғымыз келген. Осы туралы енді жаңағы Дубай туралы айтамыз, басқа мемлекеттер туралы айтамыз. Енді Қазақстан енді дамып келе жатқан мемлекет ретінде бізге жеке мектептердің жаңағы салмағы, жаңа қажеті қаншалықты деген әңгіме туралы қозғасақ. Енді бұл жерде түсінікті болу үшін модель деңгейінде сөйлесу керек деп ойлаймын. Әлемде енді өздеріңіз білесіздер 200-ге жуық мемлекет бар. Солар бөлінеді. Енді дамыған мемлекет, дамушы мемлекет, үшінші қатарлы мемлекет деген сияқты. Біздің еліміз енді дамушыға кіреміз. Ортадамыз біз. Алғашқы бір 30 шақты ел, олар дамыған ел қатарында. Енді сол дамыған елдердің өтіп жатқан елдер бар. Дамушыдан дамығанға, мысалы Біріккен Араб Әмірліктерін айтатын болсақ, мысалы ол жерде халық саны өзінің елдің азаматтары өте аз, арабтар, бірақ халқы өте көп. Бірақ олар бәрі жұмыс жоқта қызмет жасағанмен бәрі азаматтық статусына ие емес. Ала алмайды, бірақ халық саны, өзінің азаматтары саны аз болғанмен әл-ауқаты өте жоғары. Және олардың мысалы білім жүйесінде өздерінің мектептері тек араб тілінде оқытады. Және мысалы Дубайда біз зерттеп қараған кезде 210 мектептің 10-ы ғана мемлекеттік, 200-ден асасы жекеменшік. Және 90 пайыз болып тұресің? 95%-дан жоғары. Енді ол қалай олай болды? Бір күнде олай болған жоқ. Басында барлығы кәдімгі араб тілінде оқытатын мектептер тұғын. Мысалы бізде қазір қалай? Барлығы қазақ тілінде оқытатын мектептер саны артып жатыр ғой. Мысалы оларда тура солай араб тілінде оқытатын мектептер саны көп тұғын. Бірақ табиғи жолмен жыл сайын сол араб тілінде оқытатын мектептерге сұраныс түсе бастады. Неге? Себебі сол жердегі шоғырланған халықтың әл-ауқаты жоғары болғандықтан ата-аналардың, яғни білесіздер, араб елінде тіпті оларға жұмыс жасауға қажет жоқ. Қара жұмыс жасауға қажет жоқ өзінің азаматтарына. Олардың мүддесі, экономикалық мүддесі сондай жолмен қарастырылған. Біреу шетелден барып, сол елге барып компания тіркесе, міндетті тұрғыда бір компанияның құрылтайшыларының ішінде бір араб өкілі азаматы болу керек деген деңгейге шейін олардың былай айтқанда нелері, мүдделері қарастырылған тұғын. Сол арқылы оларды сосын жұмысқа алу керек, белгілі бір мөлшерде айлық төлеу керек деген сияқты. Сол үшін солай қарастырып қойған. Тиісінше араб өздерінің азаматтары әл-ауқаты өте жоғары. Тиісінше мысалы олар өз балаларын қай мектепке жіберсе де таңдау бар оларда. Мысалы араб тілінде оқытатын мектепке тегін оқытуына болады, бірақ олар не істейді? Өз балаларын ағылшын тілінде оқытатын халықаралық мектептерге жібере бастайды. Солай жылдан жылға не істейді? Араб тілінде оқытатын мектептердің сұранысқа болмауына байланысты олар жабылады. Енді мемлекетте әшейін бала болмаса, әшейіннен әшейін айлығын төлеп мұғалімдерге былай айтқанда коммуналдық шығындарын төлеп отыра алмайды ғой. Ол мысалы тенденция араб елінде, Дубайда болып жатса, бізде ол тенденция қайда болып жатыр? Ауылды мекендерде болып жатыр. Көбісі біле бермес, бірақ жыл сайын Қазақстанда 100-ге жуық мектептер, мемлекеттік мектептер жабылуда. Жабылады, бірақ ол статистиканы көбісі айта бермейді, ашық талқыламайды. Бірақ әсіресе ол осы солтүстік өңірлерде жабылуда. Сондықтан бұл кейбір процестер бар, оны нарық шешеді, былай айтқан кезде. Бірақ мемлекеттік саясат, сол үшін де мемлекеттік саясат, мемлекеттің мүддесіне маңызды бір нәрсе болса, ол арнайы ресурстарды соған бағыттап, адами, саяси, басқа да технологиялық, ол оны реттеуіне болады. Жасанды жолмен ұстап тұра алады, былай айтқанда.
бірақ араб елдерінде ондай мақсат болған жоқ. Олар айтты, енді қай жақта оқыса да өздері білсін деген позиция ұстанды бастапқыда. Солайша міне қанша бір жарты ғасырдан аса уақыт олар халықаралық мектептерде бірнеше ұрпақ ауысып өсіп шықты. Енді мысалы жақында олар белгілі бір өзгерістер енгізді. Енді қарасақ, мынау өзіміздің араб азаматтары шіли батыс форматына батысшыл болып кетті. Өзіміздің құндылықтарымыз азайып баратыр. Өзіміздің арабтың балалары бұрынғыша арабша сөйлемейді деп енді қайттан қолға алды. Ол қалай алды? Мысалы, өздерінің халықаралық мектептерінің барлығына талап енгізді. Маңызды емес, жеке меншік халықаралық міндет түрде араб тілін жақсылап оқытасыздар. Оны тексереміз. Сосын барып емтихан тапсырасыздар. Араб құндылықтарын, мәдениетін дұрыстап оқытасыздар. Талап етіп қана қоймай, сол бағытқа байланысты мықты бағдарламалар, мықты кітаптар, мықты арнайы қаржыландырулар деген сияқты жан-жақтан талаппен қатар қолдау ұсынды. Тиісінше енді араб мәдениетін, тілін тек қана өзінің араб азаматтары ғана емес, бүкіл сол елде келіп қызмет жасап жатқан, табыс тауып жатқан, бір құн жаратып жатқан азаматтардың барлығы араб несіне бір қадам жақындады сол арқылы. Егер де соны бірінші сәттен бастап істесе олай болар ма еді? Бәлкім болмас еді. Сондықтан түбінде ол мемлекеттің бағанағыдай шеңберінде, территориясында болып жатқан бір дүние болса, ол билік әрқашан не істей алады? Заңдарды, заңнамаларды үстіп бағанағыдай регуляция жасап отыра алады да, мысалы. Сондықтан біздің ситуация келетін болсақ, тағы да бұл бірінші модель, екінші модель мысалы Финляндия мен Сингапур моделін алайық. Ол жерде енді ол дамыған мемлекеттер қатарына жататын елдер, өздеріңіз білесіздер, халқы санынан 5 миллионнан ғана, территориясы өте кішкентай. Мысалы Сингапурдың территориясы осы Астананың көлемімен бірдей. Бірақ әр адамның жыл сайын жарататын ішкі өнім күші $100,000 жетеді. Мысалы біздің әр азаматымызға шаққандағы әр азаматтың жарататын ішкі өнім күші $15,000 көлемде. $12,5 мың көлемде, тіпті уже 10 жылдан бері сол көрсеткіш бізде өзгермейді. Яғни біз жыл сайын экономика жұмыс істеп жатыр, бірақ адамның түбінде жарататын өнімділігі ол бір орында тұр да. Егер біз теңгемен емес валютамен есептейтін болсақ, доллармен, сонда біз бір орында тұрмыз деген сөз. Біздің өнімділігіміз артта қалып баратыр деген сөз. Сондықтан ол елдерде мысалы өнімділігі жоғары, екінші қызық мәселе, ол жерде жекеменшік мектептер сондай сұранысқа ие емес. Неге? Себебі біріншіден ол екі елде ағылшын тілінде, өздерінің ұлттық білім жүйесі ағылшын тілінде. Екіншіден қаржыландыру өте жоғары. Жалпы ішкі өнімнен білім саласына олар ең әлем бойынша ең көп ақша жіберетін мемлекет осы екі ел. 7-8% жалпы ішкі өнімнен ақшаны білімге жұмсайды. Бізде салыстырмалы тұрғыдан 3%. Сондықтан оларда бір баланың жан басына шаққан қаржыландыруы қазір подушевое финансирование дейді ғой. Ойласаңыздаршы, мысалы кемінде бір $20,000-30,000 мемлекет жылына сол балаға бөліп отыр. Енді ол бір, екіншіден олардың мұғалімдерді дайындау жүйесі өте ерекше. Мысалы бізде мұғалім дайындауға назарды, осы қателеспесем, соңғы 5-6 жыл бұрын ғана қолға ала бастады. Жалақыны 2 есе көтереміз деген немен, саяси өзгеріспен. Бірақ өкінішке орай бізде әлі жалақы деңгейінде өзгеріс басталғанмен мұғалімдердің дайындығы байланысты аса бір өзгеріс болған жоқ. Неге? Себебі мысалы ол екі елдің тәжірибесінде ең басты реформа ол пединституттарда, яғни мұғалімдер дайындайтын мамандықтарға, сол мамандықтарды дайындайтын мамандарға байланысты өзгеріс. Олар мысалы қалай жасайды? Сол бір маманды дайындауға біріншіден қаржыны жақсылап есептеп, аямай бөледі. Сол бір маманды дайындап шығуға арналған қаржыны жақсылап есептеп бөледі. Сосын үлкен конкурс жасайды да. Мысалы қараңыздар, мысалы бізде бір мұғалімді дайындауға мемлекет тарапынан жылына қанша ақша бөлінеді? Бір жылға $1 миллион бөлінеді. Гранттан құны.
сосын студентке қанша 50.000 теңгеден қателеспесем қазір көбейтті ғой, мұғалімдердікі 75.000 теңге дедік. Енді соны қазір көбейтсек 12-ге 1 миллион теңге дайындауына 1 миллион теңге стипендиясына бөліп отыр, 2 миллион теңге мысалы. Енді Сингапур мен Финляндияда стипендияның көлемі ол сол нарықтағы жалақымен бірдей ілескен. Мысалы мен барған сонау 2019 жылдың өзінде $3,000 стипендия бөлетін. Қазір енді ол бәлкім бір $4,000 барған шығар. $4,000-мен олар болашақ мұғалімдер оқып жүріп өздеріне керегін жарағын алып өмір сүре бере алады. Көрдіңіздер ме? Бірақ сол бүкіл бір мұғалім дайындауға арналған қаржының бәрін жинақтайды да 4 жыл оқу бастамас бұрын шартқа отырады 3 тарапты. Болашақ мұғалім айтады, мен міндеттенемін осы 4 жыл білімімді сапалы алып, нәтижесі бойынша емтиханды тапсырып дәлелдеп шығуға, және арқасынан 3 жыл мені қайда жіберсе, сояққа барып қызмет етуге міндеттенемін дейді. Егер оны жасамайтын болса, онда маған мемлекет осы оқуыма жіберген қаржыны, болашақпен оқыдық қой, бізде жазылып тұрады ғой. 5 жыл отработка деген сияқты. Міне, болашақтың жүйесін олар мұғалімді өзінің ішкі мектептеріне дайындауға болашақ жүйесін енгізген. Мысалы, бірақ біз сырттан барып олардың университеттерінде оқысақ, олар өздерінің болашақ ұстаздарын өздерінің университеттеріне болашақ сияқты оқытып жатыр. Және солар оқиды, танысады, жақсы деп қол қояды. Және конкурс, бізде болашақ стипендиясына конкурс ондай емес. Бізде бір орынға, бір стипендияға 3 адам ғана таласады. Сингапурда мұғалім болуға бір орынға 20 адам таласады. Финляндияда тура солай. Міне, сол арқылы ең мықтыларды тарту, үгіттеу, насихат, жағдай, соның бәрінің арқасында оларда ең әлемдегі мықты білім жүйесі қалыптасты. Қазір соңғы пизаға сәйкес алғашқы үштікте Финляндия, Сингапур, Жапон елі. Сондықтан енді бұл мемлекеттерде жекеменшік мектеп жоқ, дамымаған. Енді біздің елге келетін болсақ, бізде де оны жасау оп-оңай. Бірақ осы айтылған себептерді бізде жүзеге асырсақ, оны бір мемлекеттің күшінен басқа ешкім жүзеге асырамайды. Бізде де дәл солай жекеменшік мектептерге сұраныс азаяды. Енді қараңыздар, жекеменшік мектептерге сұраныстың өзі кейбір өңірлерде қатты азаюына біз көзіміз қай кезде жетті? Мынау жайлы мектептер соғылған кезде. Қанша мектептер қиналып қалды, жекеменшік мектептер. Неге? Себебі мемлекет мықты мұғалімдер мен басшыларды дайындай алмаса да, мықты бағдарламаны, кітаптарды дайындай алмаса да, мықты ғимарат дайындады. Материалдық қиын. Соның өзіне бағанағы жекеменшік мектептен бірнеше есе мықты болып кетті жағдай. Сонымен қатар тегін. Әрине халық жайлыны өзінің баласы үшін іздейді. Сондықтан мемлекет жекеменшік мектептерді былай тікелей емес, жанама түрден жауып қоя салу, былай айтқанда 6 секунд. Қолында, ол үшін сен мемлекеттік мектепке жақсы жағдай жасайсың, қаржыландырасың, бітті. Жекеменшік мектептерден бағанағы халық, былай айтқанда тұтынушы өзі-ақ тиімді, ең тиімді не, соны бар іздеп тауып алады. Қазір мысалы неге қазір соңғы 5 жылдың ішінде жекеменшік мектептің саны бір 600 жекеменшік мектеп ашылды. Себебі Қазақстан біріншіден территория тұрғысынан Сингапурдай кішкентай емес, үлкен, өте шүкір үлкен еліміз бар. Ол мүмкіншіліктермен қатар үлкен нелерді де, шығындарды да талап етеді. Сондықтан бір барлық 20 миллион халық Токио сияқты бір астанаға жиналып осы жерге жұмсалса ақшаның бәрі, әрине де оны тиімді сапалы етуге болар еді. Бірақ тарыдай бүкіл елге шашылғаннан кейін ол ақшаның шығыны да көбірек болады да, мысалы. Сапалы білімге қол жеткізудің құны да бірнеше есе өсіп кетеді. Сондықтан бұл жерде мәселе тек уақытпен неге байланысты, ресурстардың мүмкіншілігіне байланысты деп ойлаймын өз басым. Сол Сингапурға былтыр 40-тың үстінде маманымызбенен барып, сол бір апта сол жақты зерттеп, бәрін қарап, көрсетіп неғып келдік. Өте тамаша бір не болды. Енді өзің білесің, мына мемлекеттен апарып жатқан қазір көп қой мұғалімдер. Бірақ көбімен сөйлесіп кезіккенде жаңағыдай бір айту оқытып келеді, кітаптар андай, мындай деп неғып келеді, бірақ ішкілікті түптеп неге бара алмайды екен. Енді былай жамандағандық емес, бірақ мен сол кезде айтамын ғой, енді біз жекене болғаннан кейін енді 40 неше адамды апару үшін енді
бір 50-60 миллион жұмсадық қой енді қалтамыздан. Үлкен сол біз қалтамыздан шығып тұрғаннан кейін мен барған недердің бәрі түсінеді да, бір нәрсе алып кетуге жанталасып тырысып жүгіріп жаңағындай. Мына жеке мен мемлекеттіктің кейде айырмашылығын айтқан кезде мен соны айтамын да, анау мемлекеттен шығып тұр, мысалы сен жіберіп жатқан адамсың, одан әйтеу өз қалтаңнан шығып жатпағаннан кейін, мемлекеттің қалтасынан шығып жатқаннан кейін сен басшы ретінде бір қатты талап етіп тұрған жоқсың ғой былай. Әйтеу үйреніп келді, оқып келді, неғып келді. Ана біздің мамандардан қазір сөйлессең, арасында бір енді біз түнгі сағат кейде 12-ге дейін жиналыспен отырамыз, таңертең сағат 6-да шығып тұрып кетеміз ғой енді. Сөйтіп уақытымызды барынша тиімді пайдаланып көп нәрсе алып қалуға тырысып жатырмыз ғой біз енді. Бір жағынан мен де қалтамнан ақша шыққанын білесің ғой. Аналарға айтамын, мынандай жұмсадық, короче, осыны қайтарып келу керек сендер деген сияқты. Сөйтіп соның қызығы көп жерлерде бір кісілер айтады ғой, сонда қандай айырмашылықтар. Мен соны айтып жатырмын да, мен мынадан шықты. Ал мемлекеттен шығып жатқаннан кейін анау да сезініп тұрған жоқ. Бірақ енді алып келіп жатқандар бар, дұрыс, енді оның бәрін жамандамаймыз. Барлығы емес. Иә, бірақ ана бұл жердегі құн жаңа неге келген кезде осындай нәрсе тұр. Сонда ана түскі бір сағаттық үзілістің өзінде біздің мұғалімдер орталықтарын барып қарап келейікші, жаңағы жеке мектептерін барып қарап келейікші деп сөйтіп өздері шақпап кетеді ғой, 1 минут несі жоқ деген сияқты. Иә, былай жеке мектептерде енді азаматтармен де кездестік, балаларын, сол өзіміздің Қазақстан азаматтары жеке мектептерден оқытып жатқан. Иә, Жәке, ары қарай сөзіңізді жалғастыра беріңіз. Сол Сингапурда көрдік қой, жаңа университеттеріне бардық. Біз жыл сайын 180-200 ғана мұғалім таңдап алып, сол 200 ғана мұғалімді оқытамыз. Именно мұғалімдікке тек 200 ғана деді ғой. Сонда ең мықтыларын таңдап алып солай оқытады екен, сол үшін де нәтиже болып тұр ғой енді. Енді жаңа Финляндияның моделінде айтып жатыр, Сингапурдікінде айтып жатыр, дұрыс, оларға мемлекеттік керек емес. Мен жаңағы жекеменшік мектептер керек емес. Жаңағы мен өзім қатты сүйіп тыңдайтын профессорымның біреуі сол Пасси Солберг деген фин ғалым, білесіз ғой, өте мықты ғалым. Фин сабақтары. Иә, фин сабақтары неге әлемдік модель болып кетті деп үнемі Гарвардта да, Оксфордта да бүкіл жерде өз оқып жүреді лекция. Сонда айтады ғой, JERM дейді. Сендер осының құрбанысыңдар дейді да. JERM деген Global Educational Reform Movement дейді. Әлемдік білім саласындағы жаңағы реформалар үнемі болып жатыр, өзгеріп жатыр, басқа дейді. Гарвардта тұрып соларға мысалы айтып жатыр. Сіздерде қанша әрбір түрлі штаттарыңызда, әр түрлі мектептеріңіз, басқа жекесі бар, мемлекеттігі бар. Сіздерде примерно 1760 стандарт бар дейді. А біздің Финляндияда бір стандарт дейді. Бір стандарт. Сосын сіздерде әр салада әр түрлі талант көп дейді. Бізде талант жоқ дейді. Бізде бәрі бірдей талантты дейді. Олар енді осы мемлекетті жаңағы білім саласын өте қолдап, үлкен деңгейден бастап айтып келеді. Ол енді үлкен тақырып. Сөйтіп, былайша қазір айтып қарағанда әлемдік деңгейге білімді брендке айналдырып, оны үлкен идеологияға айналдырып, өз-өзін қалыптастырып алған ел ғой. Сол үшін ол кісілердің моделі бізге келе бермейді. Мен өткенде Рысбек ағайға да айтқан бір неде осылай сөйлесу барысында. Біздегі енді неге келейік? Жеке мектептер, частный мектептер деген тақырыпқа соқтық па? Сонда мен айттым, Нұреке, сіз келісесіз ба, келіспейсіз ба? Бізде әлемде дұрыс екі түрлі жеке мектептерді екі түрлі бөлуге болады деймін да. Біреуісі элиталы орта, екіншісі баланың қабілетіне қарай дамыту. Америкада, басқада өте сол қаттамаған ғой. Өнер болса өнер мектептері, жаңағы boarding school болса boarding school қабілетіне қарап жібереді, немесе жаңа элиталы орта қылып жібереді деймін да. Біздің Қазақстанда жеке мектептің 3 түрі бар деймін да. Біріншісі элиталы ортаға арналған. Екіншісі мемлекеттің беріп отырған қаржысын игеріп қалайық, пайдаланып қалайық деп білімге қатысы бар, қатысы жоқ, неше түрлі мейрамхана, сауналардың иелері мектепке айналдырып жүрген. Құрылыс компаниялары болсын. А үшіншісі жоқтан бар жасап, осылай шырылдап, өзінің не бір жеке ғимарат жоқ, бірақ білім ұстаздар. Иә. Білім саласында сәл жаны ашып жүретін сондай азаматтар. Мен осылай қазір Қазақстанда ситуацияны осылай деп бөлем деймін да. Сіздерді сол үшіншісіне қосам деймін да. Ғимараттарыңыз жоқ, бірақ материал, команда, жаңа контент бөлімі, тіпті жаңа республикаға танымал болып отырған олимпиадаларыңа шейін бар деймін да, бірақ арнайы біздің ғимаратымыз жоқ, мектебіміз жоқ деймін ғой. Бірақ осылай қараймын деймін. Бірақ мен және сапа осы үшінші тарапта деймін. Енді сіз жаңағы мен айтқан үшке бөлгеннің бірінші табына жатасыз.
ғайып берем ба? жоқ, жаңағы Гарден Скулды басқардыңыз, ол да енді салыстырмалы түрде элиталы мектеп деп есептеуге болады. Жалпы енді осы элиталы мектептердегі білім сапасы қалай, соны өзіңізден естігім келген еді да. Білім сапасы қалай, қандай модельмен жүресіздер, ол жерде шынайы білім ба? Нұрмұхамед жаңа біздің кітап недерді көріп осы контент туралы айтып жатыр, иә? Біздің Қазақстанда контенттің өзіне 50 миллиард дедің ба? Оқулығымыз бар, кітабымыз бар, соған бөлдік дейді. Бөлініп жатқан қаражаттың өзі мысалы да, сондай да. Сонда қарасаң енді бұл үлкен қаражат қой. Екіншіден жаңағы жеке мектептердің ішінде Жәкең айтып жатқан нәрсесіне тағы бір не алатын, бізден дана турағы ненің жаңағы араб елдерінің біріккен араб әмірліктерінің несін айтып жатсың ғой, ана шетелдік неге деген сияқты. Сондай бізге шетелдік методика дегендер қазір енді былай өзінің деңгейінде керемет дұрыс жұмыс жасап жатыр, неғып жатыр. Бірақ кейде ол жағынан да енді қалай деп ойлауға болады. Ағылшынның жаңағы не болмаса сингапурский методика, не болмаса жаңағы Кембридждің методикасы деген сияқты шетелдік толық немен оқытатындар да бар. Енді ол жағынан да бізге қауіп төне ме? Енді Гарден Скулда мен бір неңді байқап қалдым, анау шетелдік мұғалім емес, біз тек қазақша немен бастадық деген сияқты. Енді осы жағынан қалай өзің ойың? Енді біріншіден бағанадай бізде элиталық немесе элиталық емес деп бөлген дұрыс емес деп санаймын. Бізде әл ауқаты жоғары, орта және төмен деп бағанадай категория жасаған дұрыс болады деп санаймын. Неге? Себебі категориясы әл ауқаты жоғарылар, олар бүгін жоғары, бірақ ертең орта немесе төмен болып қалуы мүмкін. Банкрот болады, басқа нәрсе. Сол сияқты да әл ауқаты төмендер еңбек етсе, білім алса, мүмкіншіліктерге ашық болса, ізденсе, олар орта немесе жоғары болып кетуі мүмкін. Сондықтан мысалы сіз айтқан бағана бірінші категория ол әл ауқаты жоғары отбасылардың балалары оқитын мектептер. 5 миллион 10 миллион айналасында. Айналасында. Ол сондықтан ал енді элита деген сөзге біз бір түсініктеме беретін болсақ, әрине де кез келген әлемде элита деген ол шешім қабылдаушы бір бағана мүдделі бір топ. Мысалы егерде әр өңірдің өзінің элитасы бар Қазақстанда. Ол сол жердің үлкен ірі кәсіпкерлері, бағанағыдай кеше ғана пайда болмаған, қанша атам заманнан бері бағана сол елдің, сол өңірдің ең ірі жұмыс берушісі, халық төлеушісі, ақсақалдары, абыздарына арналған бір кәсіп, білім, ғылым, даналық иелері деп айтуға болатын шығар. Сондықтан ал сосын сонымен қатар бағанағыдай биліктегі элита дегендер болады, бірақ олар шынайы элитаға жатпайды. Себебі ол бүгін билік қолдарда бар болса элита, кейін биліктен айырылып қалса элита болмай қалады. Сондықтан көбінесе батыста элита деп осындай династия тұрғысынан дамып келе жатқан бір отбасылардың несін айтуға болады деп есептеймін да. Ал Қазақстанда енді өздеріңіз білесіздер, тіпті мына Forbes-тың өзінде элита деген дүние енді ғана қалыптасып келе жатыр. Себебі қазір Forbes-ты тізімін ашып қарасаңыздар, ол жерде көбісі бірінші ұрпақтағы бай, қуатты азаматтар. Олар элита бола ма, болмай ма, оны уақыт көрсетеді. Себебі элита болу үшін олардың ұрпақтары қазір өсіп келе жатқан бала шағасы сол деңгейді сақтап көбейте алуына байланысты. Егер олар бағанағыдай өзінің әке-шешелері сияқты сол деңгейде одан да мықты еңбек етіп, білім алып, қызмет етіп дамымаса, онда олардың әкенің малы мал болмайды дейді ғой балаға. Сондай жағдайға ұшырауы мүмкін. Сондықтан оның бәрі қазіргі мынау экономикалық әл-ауқаты жоғары кісілердің бірінші кезекте ол уақытша дүние болып қалуы мүмкін. Және де қазір егерде мына көріп жатқан ата-аналар да балаларын ойлауы мүмкін ғой. Анаған ақша жетпей жатыр, ол да сіздер үшін уақытша. Бәлкім сіздің балаңыз, дәл сіздің балаңыз бірінші таптағы, бірінші ұрпақтағы байға айналар. Оны сену керек, мен өз ойым. Енді біздің мектептерге келетін болсақ, Астана Гарден Скул деген мектепті осыдан 8 жыл бұрын ашқанбыз. Түптіндегі мақсатымыз осындай халықаралық мектептерден деңгейі кем емес, тіпті одан да артық нәтижеге жеткізетін бір білім жүйесін құру болды. Және оны құрғанда да
біз бір не дейді бағанағыдай франшиза емес, өзіміз нөлден авторлық форматта жарату болды, жасап шығару. Және біз ол мақсатымызға қол жеткізе алдық деп ойлаймын, себебі осы күнге шейін ол жерде әлі де бір шетелдік азамат жұмыс жасамайды. Біздің арман мақсатымыз ол қазақтың білімін әлемдік брендке айналдыру ұраны болды. Сол ұранмен біз бастадық, осы күнге шейін сол жалғасып келе жатыр. Ары қарай азаматтар жалғастырып жатыр ғой. Иә, қазіргі мектептің командасы, басшылығы оны қолдан келгенше жасап жатыр. Бірақ өз басым осыдан шамамен 3 жыл бұрын ол мектептің басшылығынан, құрылтайшылығынан толық шықтым. Өзімнің келесі арман мақсаттарын қолау жолында. Сондықтан енді ол мектепте толық халықаралық стандарт енгізілген. Осы 8 жылдың ішінде бүкіл халықаралық аккредитация, Америкадағы Стэнфорд университетінің аккредитациясын өткізген, ВАСК деген ұйымның аккредитациясын өттік. Сосын барып бағанағыда IB-дің аккредитациясын өттік. Сосын барып мемлекеттік үкіметтің халықаралық мектеп статусын алдық. Былай айтқанда толыққанды халықаралық нені алды, бірақ ішінде жұмыс жасап жатқан азаматтар Қазақстан өзіміздің қарагөз іні қарындастарымыз, әріптестеріміз болып табылады. Ең басында ашқан кезде әрине де біздің негізгі педагогика күшіміз сол болашақ бағдарламасының түлектерімен Назарбаев университетінің түлектері, солардан жасақталған құрама командамен біз бастадық. Ата-аналар бастапқысында бағанағыдай күмәнмен қарағанмен ең алғашқы 40 ата-ана сеніп келген тұғын сол кезде. Аздан бастап қиын сәттерді өзіміздің инвесторымыздың сенімімен бағана бір жұмыс жасай келе арқасында 12 миллион долларлық инвестицияны тартып үлкен 1000 балаға арналған мектеп соқтық. Бірақ бастапқыда кішкентай 2000 шаршы метр ғимаратта басталған мектеп тұғын, арендада. Сондықтан сіз айтып жатсыз ғой, 3-ші топтағы баяғы ұстаздар қазір бірігіп мектеп ашып жатыр, өздері ғимарат жоқ деп. Мен ойымша ол уақытша дүние, ғимаратты қалаған сәттен сіз соғып алуыңызға болады, тек инвестиция тартуға дайын болсаңыз. Себебі өз күшіңізбен ондай бір мұғалім азаматқа қақтан табады ол капиталды? Оны либо немесе кредит алу керек, немесе бір инвестормен жұмыс жасау керек. Бірақ мен ойымша сіздер көп жылдан бері жалғыз жүріп қалдыңыздар, сіздерге сәл ғана сабыр ету қалды. Соны бір кішкене тағы сабыр етсеңіздер, өздеріңіз ғимараттарыңызды сондай соғып аласыздар деген ойдамын. Сосын бірінші топқа айналамыз, Жоқ, мына жерде өте жақсы нәрсе айтылып жатыр. Тағы бір нәрсе есіме түсіп отыр да. Жаңағы сияқты енді мысалы енді жарайды, тойхананы мектепке айналдырды, анау мынау деп жатырмыз, бірақ оны айландырғандағы азаматтардың да көбі бір осы бір жағы дұрыс бизнес ақысы үшін келген болуы мүмкін, кейбіреулер енді жаңағыдай қарасаң реконструкция берді, жаңа неге берді деген сияқты. Бірақ кейбір азаматтар бір жақсы ниетпен келді, жаңа айтып жатсыңдар ғой, құрылыс компаниясы анау мынау деп жатырмыз. Бір елге қызмет жасайыншы, ол мектеп дұрыс, мемлекет қолдап жатыр, жаңағы құрылысына строительство беріп жатыр. Жан басына қаржыландыру берді деген сияқты. Бірақ енді әрбір азамат енді сөйтіп айтады ғой, мен бір жақсы ниетпен жаңағыдай келдім деген сияқты. Өз ойым былай да, жеке ойым. Біз адамдардың ниетіне қарап әрекет жасай алмаймыз. Ол жүрегіндегі ниетті ол бір Құдай тағаладан басқа ешкім білмейді. Бірақ жекеменшік, аты жекеменшік болғаннан кейін бірінші кезекте бәріміз дайын болу керек, күту керек нәрсе. Кез келген кәсіпкер ол бірінші кезекте сапалы, ұзақ мерзімді, жүйелі кәсіп ашу керек. Мысалы, жекеменшік мектеп, оның арқасында мемлекеті құрылтайшы болмағаннан кейін, ол мектептің құрылтайшысы бағана бір тұлға. Ол арқасында әлсіреп қалса, мысалы елестетіңізші, қазір мемлекетті әлсіресе, Құдай сақтасын, барлығымызға қиын болады. 20 миллион халық. Сол үшін мемлекетіміз күшті болуы, бәріміз мүдделіміз. Әлемдік аренада, мысалы қазір мемлекет басшысы, американ басшысымен мықты кездесулер өткізіп жатыр деген сияқты. Қуанамыз ғой, абыройлы жүрсе. Қуанамыз, бірақ соны кейбір жазып жатқан комментарийлерді көріп жүрегің ауырады, ой, олар өтірікші. Енді ол халық не айтпайды. Жақсы нәрсеге нанымыз керек сияқты, американың несі деген енді. Халықтың біз айтуына, әңгімесіне біз риза болу керек. Айтсын, аман болсын, айта берсін. Бірақ айтайын дегенім тура сол сияқты. Мысалы, бір жекеменшік мектеп ашылды ма, сол жекеменшік мектепте оқитын оқушы
жұмыс жасайтын маман ұстаздар және сол қызметтің пайдасын көретін ата-аналар, тұтынушылар, олар сол жекеменшік мектептің құрылтайшысы мықты болса деп тілеу керек деп санаймын. Себебі оның мықтылығын біз тілемесек, онда ол бүгін ашылды, ертең жабылса, одан жекеменшік мектептің құрылтайшысы ғана жеңілмейді, барлығы жеңіледі. Әрине. Ол тағы да сен жаңа мектеп іздейсің, ол бәлкім сен үйреніп қалған үйінің қасындағы мектеп еді деген сияқты. Әрине талап та болу керек тұтынушының, бірақ тілеу, ниет барлығы сол мықты болса екен, одан да аяққа мықты тұрса екен деген сияқты ниет болу керек деп санаймын. Ал ол кәсіпкердің ниеті ары қарай енді балаға сапалы білім беру, бермеу, ол енді бере алмаса, бағанағы тұтынушы бәрібір кетіп қалады. Иә, мен енді сол туралы жаңағы енді ойым бүйтіп ойыма түскен нәрсе андай ғой. Полибомен сөйтіп жақсы ниетімен келіп жаңа не қылса да, ол енді кәсіпкер ретінде жаңа не ретінде, бірақ өзі педагогика саласынан келмеген адамдар кішкене осы жеке мектептер келгенде қиналып қалды ғой. Себебі бұл жерде жаңағы директорлар жоғарылықпен әкеліп, директорге маңызды ғой, мысалы жаңағы қазір Назарбаев істеп жүрген, басқа да неғып жүрген, мысалы миллион жарымға дейін енді айлық беріп шақырған недер болды да. Түсінікті ғой ниеті. Ол қалай кәсіпкердің. Соны айтайын деген, иә. Мысалы енді өздеріңде сондай дұрыс гарден школға не қылдыңдар, оны белгілі бір неге келгеннен кейін ана өзің үлесіңді сатып кеттің, дұрыс не қылдың. Бірақ одан басқа да кейбір жеке мектептердің сөйтіп қиналып қалып жатқанын көреміз де. Мысалы бір азамат келеді, ол ақша үшін жаңағыдай жүреді. Енді сол мақсатта оқып қалатын жағдай болса қиын болып қалады екен деп жатқаным ғой. Енді себебі көп адамдар ойлайды, мына жеке мектеп болғаннан кейін ана ақшаны бүйтіп қырып тауып жатыр, неғып жатыр деп. Енді өздеріңде мысалы 40 баламен бастадық деп жасыңдар. енді 40 баламен бастағанда уже бірінші жылдың өзінде қанша минусқа кеткенін біз білеміз деген сияқты ғой. енді мысалы ақшасы қанша қымбат болса да деген сияқты. Сондықтан енді мен үнемі айтамын, орталық ашқан бізге оңайырақ, жеңілірек. Мектеп ашу деген енді ол оңай тәуекел емес, оңай не емес. Бірақ мен біздікінің енді жаңағы сен дұрыс айтып отырсың, басынан бастап біздің бүгінгі бүйтіп неғып жатқанымыз әйтеу біздегі команда жаңағы сияқты бір ниетімен, несімен келген, анандай бір жоғары айлық деген нәрсені біз не қылған жоқпыз дегенді айтайын деп отырмын ғой. енді бір жағы ар жағының өздерінің жаңағы сен әрбір мектепте де сендіре алу деген нәрсені айтып отырсың ғой, дұрыс. Сондықтан сөйтіп несіне сенген азаматтар, мысалы енді Жанат ағайлардың өзі жаңа Назарбаев зияткерлік мектебін тастап отырып, біз енді үнемі айтамыз, иә, бір елге мына болашақпен оқығандар тағы бір риза болатыным сол. Бағана айтып отыр ғой, көбі андай не стандартын ойлайды да. Иә, ақша деген емес, құндылықты ойлайды екен көбі. Мысалы да жаңа орта қалай болады, мен өсуіме қалай не жасайды деген сияқтыларды көп не қылады. Одан кейін мына ктл бітіргендерді қарасаң енді сол сияқты ғой, бір өздерінің бір құндылықтары несі бар деген сияқты. Өз ойым құндылықты ойласа, ол бірінші кезекте өзіне тиімді. Ол мысалы құндылықты ойламаса, ол өзіне тиімсіз да. Дұрыс. Тек ақшаны ойласа, ол бәрібір тек ақшаны ойлап адам ешқашан байымаған, немесе байыған күн өзінде конкуренцияға тез жеңілген, бәсекелестікке. Себебі бағанағыдай кәсіпкерлікте жүрміз ғой, енді аз болса да көріп жатқанымыз, ұзақ мерзімді байитын кәсіпкерлер, олар ақшаны, табысты ол нәтиже ретінде ғана көреді да, бірақ мақсаты сол тұтынушыларға бір сапалы бір қызмет беру, олардың бір қажеттіліктерін жабу. Ең басты құндылық сол. Мысалы, мектеп ашып жатқан кәсіпкерлер егерде түбіндегі мақсаты ата-аналарға олардың мәселесін шешу ниеті болса, мысалы, қандай ата-аналардың ең үлкен мәселесі? Балалары сапалы біліммен тәртіп, тәрбие алса деп қалайды. Өздері үйде бере алмайды, мысалы. Егер бір кәсіпкер ортаға шығып, міне мен мектеп ашып жатырмын, сіздің балаларыңызға біз қарап берейік. Сіз оқыта алмай жатқан математика, ағылшын тілін тереңдетіп оқытып берейік. Мысалы, үйіңіздің қасынан ыңғайлы болсын, жақын жерден ашып берейік. Сонымен қатар балаларға жақсы сезім, эмоция сыйлайық. Сонымен қатар бір жақсы нәтижемен шығып, бір жақсы университетке түсуін қамтамасыз етіп берейік десе, бұл бір ата-ана үшін одан артық құн қажет емес. Бұл ата-ана үшін ең үлкен құндылық. Міне бір кәсіпкер мектепті осындай ниетпен ашса, түбіндегі нәтижесі кәсіпкердің жететін. Ол табыс болады. Мен өзім көзім жеткен сол. Бұл табыс деген нәтижеге, пайдаға, былай айтқанда,
қаржылай, ол мынандай мақсатты ұстанбай ол жете алмайды бәрібір. Иә. Сондықтан мынау баняда, ресторанда кәсіпкерлер мектеп ашып жатса, мен оған мүлдем қатты қарамаймын. Ол форма. Иә. Түбінде олар ашқан баняның ғимаратында бағанағы үш нәрсені бере алды ма? Иә. Ата-ананың іздеп жүрген сапалы білім, тәрбие, мінез, тәртіп, соны бере алды ма? Жақсы эмоция, көңіл күй балаға сыйлай алды ма? Мысалы, ОБТ-дан жоғары балл алғызып, жақсы университеттерге түсіре алды ма? Егер баняда түсіре алса, проблема емес. Ол бүгін баняда жұмыс жасайды, ақшасын табады, сосын сол пайдасына ол банядан бәрібір бір күні болмаса, бір күні шығады. Иә. Жалдалы ғимаратта мысалы істеп жатсыздар. Сіздер бір күні болмаса, бір күн бәрібір бұл жерге шығып, бағанағы халықаралық мектептер сияқты зәулім мықты мектепке көшесіздер бәрі. Иә, алла жеткізсе. Дұрыс, тамаша. Осы орайда жаңа айтайық, енді қазір Нұреке, сіз батыс пен шығыстан біраз хабардарыңыз бар, әлемдік білім тенденциясынан хабарыңыз бар, өзіңіз шет жағасын көріп біліп қайттыңыз. Біздегі білім саласында қызмет етіп, сарапшы да болып жүрсіз ғой. Қазір енді жалпы мемлекеттік мектептер мен жеке мектептер. Мен өзім мемлекеттік мектепте шет жағасын білем, қазір частныйда істеп жүрмін енді. Жалпы өзіңіз де істедіңіз. Қазір тек қана частный мектептер ашып жүрсіз. Екеуінің сапа тұрғысынан халыққа тиімділігі қандай? Қайсысы тиімді деп ойлайсыз? Қайсысы сапалы білім беріп жатыр қазір? Көрдіңіз, мектеп деген ол тек білім мекені болса, онда әрине оны оңай шешуге болар еді. Бірақ бір тұтынушы, бір ата-ана ақша төлейтін, сосын бір тірі организм, бала сияқты тірі организмнің өміріне мүдделі, сапалы өміріне мүдделі бір азаматтардың, тұтынушылардың, олардың білім жүйесінен күтетіні тек қана сапалы білім ғана емес. Ол біріншіден қолайлылық. Мысалы, баланың өсуінде, қалыптасуында, жан-жақты дамуына жалпы. Тек даму емес, ата-анаға баланы өсіруде қолайлылық жасау қажет. Мысалы, мемлекеттік мектептің ата-анаға бере алмайтын тұстары бар. Мысалы, мемлекеттік мектепте бала қалай? Азынан түске шейін ғана оқиды. Немесе түстен кешке шейін ғана оқиды. Бұл ата-анаға қолайлы ма? Көп ата-анаға бұл қолайсыз. Мысалы, жұмысында болады, келгеннен бала қадағалаусыз қалады деген сияқты тұр ғой. Жекеге беретіннің көбі таңнан кешке дейін деген. Мысалы, тіпті мектеп сапалы білімге әлі жетпей тұрайық. Азаннан кешке шейін қауіпсіз ортада, жылы о жерде тамағын беріп, балаға қарасып бағып берсе, ол ата-ана үшін қолайлы ғой. Сондықтан міне бір айырмашылық ең үлкен. Егер де сол жекеменшік мектеп сол бала ата-ананың үйінің қасында болса, ол екінші қолайлық. Мысалы, егер ол бағанағы кітабын алып берсе, формасын алып берсе, бағанағыдай не дейді, мектепке апарып алып келсе транспортымен, осы қолайлықтарды тізе беруге болады да. Осы қолайлық неғұрлым көп болған сайын өмірін жеңілдететін ата-ананың. Әлі ата-ана сен сапалы білім бермесең де, осы қолайлығы үшін ғана береді. Ал қолайлықтан бөлек енді екінші мәселе ол бағана сіз айтып жатқан сапалы білім. Сапалы білім дегенде ол қайтадан ол нәтижемен өлшенеді. Мысалы, ағылшын тілін білмейтін еді, енді сөйлей бастады. Ағылшын тілін жазамайтын еді, енді жаза бастады. Мысалы, математика есеп білмейтін еді, енді шыға бастады деген сияқты. Бұл енді өлшенетін дүние. Бұған ата-ана қолайлықтан тыс мына нәрсені көрсе, ол тіпті екі есе мотивациясы жоғары болады. Бұл жерде енді қайтадан қай ортада, мемлекеттік жекеменшік мектептің қайсысында мұғалімге осындай жоғары нәтижелерді жасауға жағдай жасалған. Мысалы, ол жерде әр мектеп тарапынан жағдай жасалу керек, басшылық тарапынан жағдай жасалу керек, сағат саны дұрыс болу керек, инфрақұрылым дұрыс болу керек, расписаниесі дұрыс болу керек, әріптестері дұрыс болу керек. Көп фактор бар, осы нәтижеге әсер ететін 100 фактор бар. Сол факторны барлы өз орнына болған сайын нәтижеге жету жолы, жұмысы жеңілдейді. Енді мемлекеттік мектепте сол факторлар жақсы қамтамасыз етілген ба, жекеменшік мектепте ма? Деген сияқты сұраққа жауап берсек, онда біз сапалы білім қайда екенін түсінеміз. Ал үшінші мәселе ол әрине де ол өлшенбейтін дүние, ол жалпы оны мен эмоция деп айтамын да, қуаныш сыйлау. Мысалы, мектеп қолайлы болуы мүмкін, сапалы білім беруі мүмкін, бірақ
балаға, ата-анаға ол қуаныш сыйламауы мүмкін. Қуаныш сыйлау ол бөлек бағыт. Осы үш нәрсені қамтамасыз еткен. бара жатыр бұл мәселе. Сол үшін осы үш маңызды бағытты қолға алған кез келген мектеп маңызды емес, мемлекеттік па, жекеменшік па, ол әрине де бағанағыдай көшті бастайтын мектепке айналар, ол сөзсіз. Енді бұл жерде біздің мақсатымыз енді жеке мектептерді бір дәріптеп, жаңағы не қылу мақсат емес. Енді осы әрбіреуіміз білім саласында жүргеннен кейін бір азын-аулақ болса да осы салаға бір үлесімізді қосып қалсақ, жаңа неғып қалсақ деген азамат ретінде жүрміз ғой. Қазір енді мемлекетте құдайға шүкір енді әрбір жаңағы реформалар жасалып жатыр, лайықты дәрежеде алға ілгерілеп келе жатырмыз. Енді бұрынғылармен салыстырған кезде енді жаңағындай мемлекеттің қолдау арқылы кезінде жеке мектептердің үлес салмағы енді 1% болса, қазір енді 800-ге дейін жетті. 8.800 деген бір 10%-ға жақындап қалды. Өйткені бір сұхбатында кейбір жаңағы дамыған елдерде 25%-ға дейін болады деп айтыпсың, иә. Енді мындай нәрсе тұр да, енді мемлекеттік мектеп туралы жаңа сияқты енді оның бәрі жеке мектептерге балаларын бере алмайды енді ата-аналар. Шынында керек қой, бір 5-10% болса, сол 10% әл-ауқатына байланысты оқытып жатқан шығар. Олардың көбі жаңа сияқты енді таңнан кешке дейін оқытқысы келеді, енді бір жағы, иә, жұмысқа неге ыңғайлы, сосын онсыз да кружоктарға тасимыз жаңағындай енді деген болады ғой. Мысалы түске дейін оқыса, түстен кейін жаңа біреуін спортқа береді, біреуін жаңа биге, басқа музыка, үйірмелерге деген сияқты. Енді ана жерде әйтеу бәрі бір жерде болсын, бір жерде не қылды деген енді көп адамдар сондай немен беріп жатады. Сосын жаңағындай сапаны неғып жатамыз. Бірақ енді алған кезде ары қарай енді бізге мемлекеттік мектептердің енді мемлекеттік ненің дамуы өте маңызды ғой. Енді былай айтқан кезде ең бастысы ол енді жаңағы 90% болып тұрғаннан кейін соның нәрсесі маңызды. Енді тағы бір қуанарлық жері мынау енді жеке былай да айтуға болады ғой. Мемлекеттік мектептерден жаңа мемлекеттік жұмыстардан жекеге кетіп жатқандар бар, иә. Енді жекеде істеп өзінің тәжірибесін арттырып барып мемлекеттік мекемелерге қайтып барып жатқан азаматтар да бар. Қазір енді бір жақсы жері ол мынау орта бір ана бизнестік көзқарас қалыптастырып, апробация алаңы. Иә, сөйтіп барған адам ол өте бір жақсы тәжірибемен тиімді жұмыс жасайды да, себебі ол әрбір нені ана бизнестік көзқараспен де қарай алады да. Мемлекеттік қызметкерлерге мен бұл енді нәрсе өте қажет екен деп ойлаймын. Біз сол мемлекеттік мекемелерді қалай көтереміз, оларға қалай бір механизм жаңа не жасай аламыз. Мен өз ойым. Ол енді министрдің де қолынан келмейтін сияқты, иә? Өте оңай. Өте оңай ма? Соны айтшы. Иә. Өте оңай. Тек қана соны айтып жүрсең кейін министр қылып жібереміз ба? Оны біз енді қоғамдық кеңес мүшесі ретінде үнемі ойымызды сен енді министрдің қоғамдық кеңес мүшесісің, сендерден қаншалықты кеңес тыңдайды енді біз білмейміз. Көрдіңіз ба, бұл жерде ой айту бар, сол жауапкершілікті алып істеу бар. Сондықтан ол жауапкершілікті алуға дайын болған күн өзінде анау ең биікке жеткізу бар. Халықтың қолдауына ие болу бар. Сондықтан реформа деген бүкіл елді халыққа әсері тиетін болғандықтан оңай жүрмейді. Ол барлығының тарапынан қолдау ие болған нәрсе тез жүзеге асады. Бірақ егерде өз ойым, мен бұны жиі айтып да жазып та жүрмін, бұл бар уже былай айтқанда өзінің тиімділігін дәлелдеген нәрселерді біз көбейту керекпіз. Мысалы болашақ бағдарламасы тиімділігін дәлелдеді, көбейту керекпіз. Мысалы мемлекеттік мамандандырылған мектептер желісі тиімділігін дәлелдеді ма, онда біз соларды көбейту керекпіз. Мысалы білім инновация лицейлері өте тиімді модель. Қай тұрғыдан қазір бағанағыдай мемлекет басшысының алдына олимпиададан орын алып кіретін де солар, мысалы. Білім жүйесіне өте көп кадр даярлайтын да солар. Мысалы қателеспесем, өз араларыңызда да біраз мықты мамандар сол мектептің түлектері. Мен білім жүйесіне қатысты айтып отырмын. Мысалы мемлекеттік қызметте керісінше, мысалы РФМШ мектебінің түлектері басымырақ болған бұрынғы заманда. Саясатта деген сияқты. Ал дәл білім жүйесіне қатысты, мысалы бізге қазір ең үлкен проблема не? Сапалы мұғалімдер жетіспейді.
сапалы мұғалімдер білім инновация лицейінен өте көп шығады. Солардың шыққан мамандарын барлығы жұлып алып кетуге дайын әзір. Мысалы, бірақ олар біртүрлі сол өздерінің желісінен шықпайды. Оларды бағана үлкен ақшамен де алып кете алмайсың. Оларға тек сол құндылық, миссия, сол тұрғыдан шақыру жасасаң, олар не істейді? Олар келуге дайын. Сондықтан мен өз байқайтыным, осындай білім инновация лицейлері сияқты мектептер желісін бізге көбейту керек. Ол бір қызығы, біріншіден оның барлығы мемлекеттік мектептер. Әкімдікке қарасты, құрылтайшысы әкімдіктер, бірақ ол жерде не? Қосымша сол мектептерді күшейтетін, методикалық тұрғыдан күшейтіп отыратын фонд бар Астанада. Сол фондпен бірігіп отырып, әр әкімдік, білім басқармалары, министрлік бірігіп жұмыс жасап күшейтіп жатыр. Енді мен өз ойым, сол білім инновация лицейлерінің жақсы тәжірибесін тағы да күшейту керек. Неге? Олар 30 мектеп қана болып қалып қалды. 30 жылдан бері, 30 қателеспесем, 2010 жылдан бері, 15 жылдан бері, 10 жыл бойы көбейген жоқ. Сан көбейген жоқ. Мен осыны түсіне қоймадым. Мысалы, бұл бір жаман модель болса, тиімсіз модель болса, онда бұл бір бөлек. Бірақ мысалы, неге ол ары қарай қолдау таппай жатыр? Мысалы, мен соны түсіне алмадым. Сосын екіншісі, мысалы, Назарбаев зияткерлік мектептер. Бұл мектептер де өте тиімді өз нәтижесін көрсетіп келе жатыр. Кез келген бағана орташа білім көрсеткіштерінен, мысалы, ниш түлектері барлығын озады. Мысалы, биыл түлектері олимпиадамен ерекшеленсе, тәртіппен, тәрбиемен ерекшеленсе, ниш өзім мектебімде де ништің түлектері жұмыс жасайды. Мен өте ризамын олар. Жобалармен, өте еңбекқор, әсіресе мына оңтүстіктің ништің түлектері, әрі бағана адами қасиеттері, коммуникациясы, қарапайымдылығымен қатар алғырлығы, жан-жақтылығы. Өте ризамын. Мысалы, басқа өңірдің мектеп түлектерімен мен бұлай менеджмент деңгейінде қатты жұмыс жасамадым, бірақ олар мұғалім ретінде жасады, мықты. Бірақ оңтүстіктің балалары, оңтүстікте көрген тәрбие бар, мәдениет бар, ништің алған білім жүйесімен екеуі мықты комбинация. Сәйкеспетеді, сұмдық комбинация болады. Сондықтан мысалы ништің көзім жеткені сол модельді осындай мықты топ-менеджерлер, генералисттерді дайындаймыз десек, специалисттер емес, генералисттер. Онда ништардың ниш сияқты мектептер желісін көбейту керек. Ол екіншісі. Үшіншісі РФМШ бар. РФМШ-лар олар бір физика, математика бағытындағы ғалымдарды, бағанағыда инженерлерді мықты дайындайды мысалы. Сондықтан мысалы енді қарасаңызда дарын мектептерінің желісі бар. Олар көбінесе гуманитарлық бағытты ұстанып қалды, бірақ аттары шыққан жоқ. Неге осы дарын мектептерінің желісін біз атын шығармасқа? Соларды бір бөлек осындай бір фонд құрып, немесе ұсыныс тастап, немесе барларына ұсынып бірдеңе жасау керек. Себебі осылай адами капиталды, сапалы адами капиталды санын өсіріп дайындамасақ, бізге өзіңіз айтқандай шетелден келіп, бір профессорлар келіп мәселемізді шешіп бермейді, ауруымызды емдеп бермейді. Олар тек қана мына жерлерің ауырып жатыр деп диагностика жасау мүмкін, ал оны шешуді өздерің шешіп алыңдар деп айтады. Түсінесіздер ме? Олар ақылына, консультациясына ғана ақша алады. Ол жақсы, оның өзі жақсы. Бірақ қазір біз оны өзіміз үйреніп алдық. Өз ауруымызды жасырмауды, өз ауруымыз мына жеріміз ауырып жатыр деп диагностика жасауды біз қазір бір топ бағанағы мамандар барып солардан оқып, өзіміз енді ауруымызды өзіміз айта аламыз, диагноз қоя аламыз. Енді бізге емдеуге соны біздің санымыз жетпейді. Бізге өте көп мыңдаған маман қажет. Сол мамандар қайдан дайындаймыз? А. Болашақ бағдарламасы арқылы, Б. Назарбаев университет деңгейіндегі, әлемдік деңгейдегі университеттердің базасын дайындаймыз. Оларды дайындау үшін біз бірінші мына мектептер желісінен мықты түлектерді іріктеп, 1% ғой, соны сол университеттерге түсіріп, сол университетте ары қарай дайындап, сосын нарыққа шығару керекпіз да. Мысалы, алдыңғы апталарда Гонконгқа барып келдім. HQ деген әлемдегі Азиядағы номер 1 университет, QS ранкингі бойынша 11-ші орында. Мысалы, сұмдық. Олар әлем бойынша осындай таланттарды пылесосить етіп жатыр да, іздеп жатыр. Неге олар түсінді?
біз оларға қазір тауып алайық біріншіден, сосын грант берейік оларға, стипендия төлейік, арттырып, сосын олар осы елдің экономикасын ары қарай көтерсін деп ашық айтып отыр бізге. Мысалы, өздерінің туу саны күрт түсіп кеткен. Бір қазақ ұстазы бар, соқта Гонконгтағы мемлекеттік мектепте жұмыс жасайды. Менің әйелім осыдан 9 ай бұрын бала туған кезде, сол күні сол роддомда, бүкіл роддомда 2-ақ бала туылды дейді ғой. Жылына Гонконгта 35-ақ мың бала туылады екен. Ойлаңызшы, жылына. Мысалы, Қазақстанда жылына 350 мың, өзінде 27-30 мыңға жақындап қалды. 350 мың, 400 мың бала туылса, бір Гонконгта 35 мың бала туылады екен. Сонда не, адам жоқ. Ол елдің экономикасының темпі бар ғой. Оны барлығы бір күн кәртейіп, кейін пенсияға шығады ғой, зейнетке. Оның орнына жаңа жас мамандар тура сол темпті сақтап, сол сападағы терең өнім, жоғары өнімділікті қамтамасыз етпесе, онда экономика құлдырап дефолт болады. Сондықтан олар оның бәрін өлшеп, болжап, не істеп жатыр? Мамандар дайындап жатыр. Біз кейде таңғаламыз ғой, неге сондай дамыған елдер аямай грант береді, стипендия береді. Ол түбінде шарт қоймайды, сен біздің елде қал деп міндеттемейді. Олар біледі, біз жақсы жағдай жасасақ, бәрібір кез келген адам өзіне жайлы жерді іздейді дейді. Өзінің еліне қайтса қайта берсін. Ол патриотизм болуы мүмкін, басқа бір мүдделер болуы мүмкін. Бірақ егер де өзіне жақсы өсем деген жер іздеп жүрсе, біздің елімізде қалса болады дейді. Мысалы, арнайы тіпті университет бітіргеннен кейін 2 жылдық жұмыс визасын береді. Сосын тағы да 1 жыл тұрса, 7 жыл жалпы сол елде тұрса, оларға тұру несін, удостоверениясын береді. Вид на жительство дейміз ғой. Соны береді. Тағы да 3 жыл тұрса, 10 жылдың ішінде паспортты береді. Сонда сіз ойлаңызшы, Гонконг қаласының, ол мемлекет емес, қаласының паспортын аласыз. Ол сізге 170 елге есік ашық. Мысалы, сол сияқты, мысалы, таланттарға деген дамыған елдерде күрес сұмдық. Бізде талант дегендер міне шашылып жатыр да. Бірақ соларды жұмысқа тарту үшін жақсы жағдай жасау керек, айлық беру керек. Ал оны айлық жақсы беру үшін тұтынушылар, клиенттер, ата-аналар жақсылап ақша төлеу керек та. Енді жаңағыдай ғой, бейілдің жүйесі деп не қылып жатырмыз, дұрыс. Бірақ енді бейіл болсын, Назарбаев зияткерлік мектептері болсын, енді халықтың көп айтатын нәрсесінің біреусі ғой, енді таңдап алады деген сияқты. Екіншіден 7 сыныптан жоғары. Сосын енді бағанада әңгіме арасында айтылып қалды, бізге сол төменгі сыныптардан бастап тәжірибесі бар, несі қалыптасатын сондай мектептерде керек. Енді менің ойымша бұл жаңа ништің жүйесін, бейілдің жүйесін соны бүкіл мектептерге таратамыз, не қыламыз деген министрлеріміздің бірі Ғани Бектайұлы болды. Енді өзіңіз жағасын білесіз ғой, соны жаңағы жинастырып, соларды жаңағындай мектептерге үйреткізіп, тірек мектептер ашып деген сияқты. Тірек мектептер деп не жасап, сол тірек мектептерге солар біраз мектептерді өздерінің жаңа несіне алып, енді идея солай болды ғой. Сосын ол мектептерді ары қарай бүкіл не көремде тірек мектептер арқылы сөйтіп сол мектептердің деңгейіндегі жасау керек деген идея болды, бірақ оны қаншалықты іске қатты енді өнімі несі болмағанда енді былай көріп жатырмыз ғой. Сондықтан ол системада мен ойласам қиындау сияқты. Себебі көрдіңіз ба, бізде мысалы ол мектептерді басқаратын ол фондтар, автономды фонд, бағанағыдай, ол мемлекеттік құрылым емес. Сосын оларға тапсырма ретінде берсең, олар жүзеге асыру қиын болады. Бұл ортаға, бұл идея мемлекеттік құзырлы орган басшысы тарапынан бәрін жинап, осы нарықтағы бағана мен деп көз алдында жүрген, бірдеңе тындырып жүрген азаматтардың басын қосып ортаға тастау керек. Кім осындай жауапкершілікті алуға дайын? Кім осыны не ұсынуға дайын? Біз ол құзыретті, ол мүмкіншіліктерді, ол қолдауды берейік. Келіңіздер де ұсыныс жасаңыздар. Біз осы мектептерді бағанағыдай біріктіріп сіздердің сол ұсыныстарыңызға сәйкес соны бәрін саралап беруге дайынбыз. Бізге осы жүйе ұнайды, осы модель. Біз енді осыны ары қарай тағы да көбейткіміз келеді. Қазір мамандандырылған осындай не бар жоғы бір 70 сонда қанша 50 шақты мектеп қана болып тұр ғой.
Иә. 8-9 мың мектептің 50 ғана мамандандырылған. Осының санын көбейту үшін әрекет болу керек ол иә бағытта. 30-дың үстінде енді Бил болса 20 ниш болса 2 РФМШ болса 70-тің үстінде мамандандырылған деген жаңа сияқты ана дарындар, иә. иә дарын бірақ олардың аты шықпады. иә Олардың бір ауызбіршілігі байқалмады. Иә. Себебі олар сол әкімдік деңгейінде өзімен өзі Әр әкімдік, әр билік келген сайын әртүрлі саясатпен кетіп қала береді. ғой. олар сол әкімдіктің бағынышылығында қалып қойды да. Олар құрылтайшылық тұрғысынан соларға енді қарап, бірақ басқарылу методикалық қолдау жағынан олар бөлек бағанағы орталықтан басқарылу бөлек неге қағидат қауысу керек еді. енді осы туралы мен бір нәрсені тағы да айтып жүрмін. Енді ол біраз әңгіме болып кетеді. Білім инновация лицейлері бізде облыстық білім басқармаларына қарайды ғой. Ал НИШ Назарбаев зияткерлік мектебі, жаңа РПМШ дейміз, олар республикалық деңгейдегі мектеп та. Енді осы жағынан алған кезде, бірақ биылдың қазіргі салыстырмалы несі жағынан алған кезде олар ешқашан облыстық мектептермен өзін салыстырмайды. Сол Назарбаев зияткерлік мектептермен білім инновация РПМШ-лармен салыстырады былай. Енді біз олимпиада жағына болғаннан кейін олимпиада жағында солай көп не болады да. Бірақ ол мектептердің неге аты шықпайды, ол мектептердің неге жаңағы мүмкіншілігі жоқ? Себебі білім инновация лицейлері олар облыстық мектеп болып тұрған үшін. Егер оларды республикалық деңгейге шығарып, жаңа НИШ мектептері сияқты, сосын олимпиадалардың деңгейі сол сияқты өзі биылдардың арасында болып, мысалы енді екі ақпал алмай қойсын, көбейте берсін. Мен үнемі айтып келе жатырмын, сол кезде біздің облыстағы мектептерге көрінуге мүмкіндік болатын еді. Неге? Себебі сен ойла, олимпиададан өзі екі ақпала алады. Әр облыстан. Әр облыстан. Дұрыс қой. Ал екі ақпаланың екеуінде биыл алып алады. Білім инновация лицейлері. Енді өткеннен кейін ана мектептер ол қалай көрінеді? Амал жоқ, мамандандырылған мектептер көріне алмайды. Себебі ол екінші сортты бала түседі да. Бірінші НИШ-қа тапсырады, екінші білім инновация лицейлеріне түседі. Одан қалған екінші сортты балалар жаңағы мамандандырылған мектептерге түседі. Ал мамандандырылған мектептерді көрінудің ол енді бір көрсеткішінің бір олимпиадалар болып тұр. Мысалы, дұрыс па? Республикалық деңгейдегі мектепке РПМШ-лармен теңестірсе, НИШ-тармен теңестірсе, бір үлкен жақсы не мүмкіндік болатын еді дегенде енді үнемі айтамын да. Енді қалай? Мен өз басым бұл негізі қатты үлкен фактор емес деп есептеймін. Басқа мектептердің түлектерінің немесе оқушыларының чемпион болуына үлкен бір кедергі деп санамаймын бұны. Керісінше ең үлкен кедергі ол чемпиондарды дайындалуына, шыңдалуына арналған жағдайдың болмауын мен үлкен кедергі деп санаймын. Ол қандай? Мысалы, не үшін мектептер желісін қалыптастыру қажет деп жатырмын. Себебі чемпиондар тек тренировка арқылы шыңдалады. Дұрыс. Мысалы, білім инновация лицейінде енді зерттеп те, ішінде жұмыс істеп те көргеннен көзім жеткені, оларда мына спорт саласының қалай чемпиондарын дайындайды, сондай жүйе қалыптасқан. Олимпиадаға арнайы шыңдайды. Мысалы, әр біріншіден 90 барысында балалар сабақ оқып жатса, олимпиадалық балалар, олар сабақ оқудан бөлек олимпиадаға дайындалады. Ол бір. Екіншіден, балалар каникулға демалуға шықса, олимпиадалық балалар, олар бір-бірімен бағанағы камп жасап, бас қосып, соқта бір-бірімен жарысады. Екі. Сосын үшіншіден, олар жазда сбор жасайды. Төртіншіден, республикалық додаларға шығады. Бесіншіден, халықаралық додаларға шығып отырады. Бұл ресми жарыстан бөлек олардың өздерінің дайындық жүйесінің осындай нелері бар. Яғни бір чемпион бокстан немесе төбелестен, енді жақсы мысал емес, білім саласының өкілі, бірақ егер ол сол чемпионат болғанға дейін бағана тренировка барысында спаррингке шығып үйренбесе, ол спарринг шынайы чемпионатқа барғаныңызда ешқашан чемпион боламайды. Әшейін бағанағыдай тек есепті шығара бергеннен чемпион боламайды. Айтайын дегенім, бұларға чемпиондарды дайындық жүйесі бар. Енді мысалы бағанағы қалалық деңгейден алып тастаған күн өзінде, мысалы шығарып тастайық республикаға, ол мектептердің желісі қалыптаспаса, олар бәрібір республикаға барғанда қадалады ол балалар.
бағанағы. жоқ, дұрыс қадала берсін, бірақ баланың мотивациясы құрып кетіп тұр ғой бұл жерде. Мысалы облыстан шығады дұрыс, дейді ғой, мен дұрыс, мен кезінде мындай болды ғой, мен өзім енді Астанада сондай дайындаған адам, соны көрген адамның бірімін. Мен биылда дұрыс, қазір бізде жұмыс істеп жатқан қаншалаған азаматтар бар, былай не жасап жүрмін, дұрыс, ол әр мектептің өзінің дұрыс. Сосын жаңағы не дегенге келсем, енді ортақ олардың бағанатын ар жақта катеп несі бар ғой, координатор бар да. Ал оның артықшылығы олар жаңағы дұрыс айтасың, ол тренерлерінде ауыстырып отырады мысалы, иә, дұрыс. Ол Ақтөбедегі, Атыраудағы Әділет қазір мысалы Маңғыстауға, Ақтаудың несіне барды деген сияқты. Сөйтіп ауыстырып отырғаннан кейін, олар тренерлерді ауысқаннан кейін, мықты тренер барған кезде мысалы Атыраудікі төмендеу болып жатса, Атырауға жібереді. Ол жерде де не бар да? Бірақ ротация бар. Енді бұл жерде мен айтайын дегенім, мотивация білім басқармасы, мен өткенде айтам, бізде жаңағы кім Руслан деген жігіт бар, Атырауда арнаны алған. Биылдан АЮМОдан алтын алған жігіт шықты мысалы да. Ол сендердің Атыраудың нәтижесі емес дедім мен. Неге? Себебі ол жаңағы не болғаннан кейін, ол Атыраудың өзіне жанталас бүйтіп шығарып тұрған жоқ. Оған жаңа мықты тренер барды, мысалы да. Оны жаңағы сияқты кам жасады. Әр каникул сайын сөйтіп жинап алып тәрбиелеп отыр. Менің ұлым оқыды мысалы. Ұлым бақ жолды мен Мұхаммергүлге беріп, сол жерде республикалық олимпиададан 3-ші орынға дейін алды. Қазір жаңа Америкада неде жүр, флекспен кетті да. Сол жақтарынан енді оның бәрін көріп түсініп отырмыз. Бірақ ана жерден шыға алмай қалғаннан кейін балада олар қарай олимпиадаға деген не қалмай қалады ғой. Оның сыртында сосын тағы бір керемет жүйесі, андай өз араларында ана тест алып тәуелсіз, иә, БТС пе қандай тест еді? Иә, сондай тест бар. Сонымен не жасап отырады да. Сондықтан оған келісем, бірақ енді мемлекеттік ауқымды дәрежеде істеу бұған қиын болатын шығар деп ойлаймын. Екінші, мен ойым толық түсінгендеріңіз қалап отырмын да. Мәселе неде? Мәселе ол қалалық па, облыстық па, республика, ол мәселе ода емес деп отырмын. Мәселе республикалық мектептер желісін қалыптастырудағы маңыздылық. Ол қалада, тіпті ауылда орналасқан мектеп болса да, бірақ республикалық бір орталықтан бағытталатын координациялық орталығы бар бір мектептер желісіне мүше болса, ол ертеңгі сол олимпиадаға дайындықтың өзінде бана ауылда отырған бала, ол ауылда отырып дайындалса да, ол каникулда бағанаға басқа өңірдегі балалармен сборға бару керек та. Сол жерде ол шынығу керек, олармен жарысу керек, түсіну керек. Мен ауылда отырсам да, мен міне кез келген республикалық балалармен жарысып отырмыз. Мен енді осы системаны, тура биылдың системасын мен өзім қолданып жатырмын ғой. Енді қазір республикада 8 мектеп. Өткенде мысалы ең мықты деген балаларымды Павлодарға биылмен не жасадық та, бірге дайындап қойдық балаларды деп. Сөйтіп балаларды жарыстырдық, жібердік, басқа недерді бардық. 6-шы класста өзімізде қалам деп бала жатқан балаларға сөйлесіп жатырмын. Мен болашақта жеткісе биылмен де сол нишпен де бір не қылатындай жеке мектеп болсам да сондай дәрежедегі мектеп қалыптастырайын деп сондай не қылып жатырмын. Себебі бізге бағанада айтып қалдық қой, төменгі неден бастайтын біз сияқты мектептер ол тіпті керек. Ал республикалық сет мен сол ойда жасап жатырмын, не қылып жатырмын. Енді бұл жерде айтайын деген тағы бір нәрсем, ол тек қана мектептердің несінде емес қой. Мысалы білім басқармасын, білім бөлімдерін басқарып жатқан адамдар туралы да жаңа нені айтып жатырмын ғой. Енді жаңа мына жақтан барды, бірақ ана жаққа барған кезде жаңа сияқты қатты бір нәрселермен уже жиналыс сонымен уже отырып уақытымыз сонымен кетіп жатыр. Онымен отыра берсем де болады екен дейді да. Бірақ енді арасында бірдеңе жасауым керек, жаңағындай не жасау керек. Соны тағы бір нәрсеге мен не қылам, бір министрліктің біреуіне барған тағы бір азамат бір керемет нәрсе жасапты. Бізге мына аналитикалық, статистикалық қазір мысалы жасанды интеллект келіп жатыр, не қылып жатыр деп жатырмыз, бірақ біз оны лайықты дәрежеде қолдана жатырмыз. Дұрыс. Соны ана бір система сондай нәрсе жасау керек па? Ана бағалап не жасап отыратын деймін ғой, жұмыстың несіне байланысты, нәтижелеріне байланысты. Сонда мысалы министрлікте мынандай нәрсе жасағанда, хаттар келіп соған жауап береді ғой, мысалы. Саған түсетін хаттың салмағы аз, мысалы да. 5 хат келеді. Жәкеңе бір 100 хат үшін жауап берді да. Себебі бұның бөлімінің несі өте ауқымды, өте жоғары. Соның ішінде біздің
өзі министрліктерде сондай қарасаң оқу ағарту министрлігі шу болып жатады, не шу болып жатады, бір тыныш өздері білінбейтін бір министрліктер бар мысалы да, не істеп жатқанын білмейсің деген сияқты. Сонда мемлекеттік нелерде сондай бір нақтылы аналитикалық бір жүйе жасау керек па? Мысалы да сенікі 5 ғана болды, мына жерде 100 болды, мына жердегі қызметкерлерді арттырып ара салмаған, мысалы мына жерге 5 қою керек, мына жерге 1 адам қою керек деген сияқты мысалы да. Сондай нәрселер бір жетіспейтін сияқты деп ойлап жатқаным ғой, солай бір система жүйені сол жағынан дамыту керек па? Ал бірақ ана жасаған азаматтардың керемет нәрсесін мен көріп таңғалдым. Енді басқа министрліктерге мынандай нәрсе бар десе, оны керек қылмайды. Мен ағайдың да ойын түсініп отырмын да, сіздің де ойыңыз жақсы түсініп отырмын. Анау американский ғалым бар, негізі англиялық сэр Кен Робинсон, иә? Қайтыс болып кетті. Сол байқұс айтады, біз таланттардың бәрін өлтіріп жатырмыз дейді ғой. Өйткені барлығына міндетті бүркіл сабақты беріп қинап жатырық дейді да. Ал енді ағай солардың ішінен, сол барлығының ішінен бір таланттарды теңдей облыстық дәрежеге шығарғысы келіп отыр. Ағайдың ойы былайша жалпы. Енді жарайды. Ал енді тоқтаңыз. Мына кісінің ойы олардың бәрін шығарып алу оңай, чисто жаңа талант күймен дейді. Манаған келіп отыр да. Өйткені бил системасы бар. Олар ананы мықты балаларды бәрін таңдап алғанымен, жаңа химия, математика болмаса ол ары қарай қалатын, иә? Математика, биологиямен көп араластырып, көп ортақ системамен мықты дайындайды ғой. Сол үшін оларға шығу, даму өте ерекше деген нәрсені айтып тұр ғой бұл кісі. Сол сияқты дұрыс, мен 100% келісем, КТЛ жақсы жоба ғой. Одан алатын бар дүниені дамыта беру керек деген келісем. Ниш, енді сіз биылда қызыңызды оқыттыңыз, өзіңіз ништа істедіңіз. Иә, қазір айтып берейін. Ниш біздің Центральный Азияда, СНГ-де баламас жоқ жүйе. Әсіресе оның адалдық принципі. Академиялық честності ол биылда да жоқ. Олардың адалдық жүйесі өте мықты. Жақсы ма? Жақсы. Дамыту керек па? Дамыту керек. КТЛ-дың тәрбиесіне, біздің менталитетке, басқаға сәйкес келуі өте жақсы. Бірақ енді маған жаңағы ғой, мен жаңағы Робинсонға қатты қызығам. Оның айтқанына келісем, сол үшін маған нәтиже керек болды. Шықты қызымды 10 классқа дейін КТЛ-де оқыды. Мана жердегі КТЛ қыздар лицейінде оқыды. Мен қатты бір результат, қатты бір сабаққа ғашықтық көріп жүрген жоқпын. И КТЛ-де 10-11 класстың балдарының бәрі әртүрлі орталыққа дайындыққа кетіп жатқанын көрдім. Шытындағыны 11 класста қызымды Зерделі хайскулға ауыстырып алдым. Өзін айттым әрине, алдында 1-2 ай айтып жүрдім. Шытындағыны оңайма, нема дегеннен кейін, ол мен бір рет айтқаннан кейін өзі Зерделіні инстаграмнан көріп неғыл болыпты дағыны. Бұл кісілер енді жаңағы частныйлардың бір жақсы жері өздері еріктері ғой. Политикаға, адаптацияға бейімделу тез ғой. Сөйтіп біздің жаңағы жүйелерді көріп алып, мына жақ болады екен, принципі барып көрсем болады екен. И такта менің подругаларым, құрбыларым соған түстен кейін дайындалып жүрдетті. Содан ол ауысып кетті. Қазір ауысты, Құдайға шүкір 1 жыл болады. Нәтиже жаман емес, жақсы. Енді білмеймін, енді басында біз отырғаннан кейін ба тек біздің балаларға солай қарап отыр ма түсінбеймін. Бірақ біраздің баласы жүр ғой. Біраздің баласы жүр ма? Сонымен өсіп жатыр. Бірақ екеуіңізбен де келісетін дүние, сіздер шыр-пыр болып айтып отырсыздар да қазір. Екеуіңіз де білім саласыздар. И екеуіңіз де осы салаға жан ашып беріліп жұмыс жасап жатсыздар. Бұл өз жетістік та негізі. Билікте отырған жоқ, мен билікте отырған жоқпын. Менің де кетіп қалып, осы жерде жүріп, ананы көріп, мынаны көріп, частныйды көріп бейт жүргеніміз, бұл да жетістік негізі. Енді үлкен жетістіктің, үлкен өзгерістің басында бұл кісі айтып кетті ғой. Қазір 5-6 жыл болды педагогика мамандығына жаңағы ден қойылып жатыр дедіңіз ғой. И осы биылғы, өткен жылғы, келесі жылдан бастап педагогика саласында мықты мамандар келе бастайды. Өйткені 120 балл 100 балдан жоғарылар педагогиканы таңдасын деді ғой. Соның енді өнімі енді келіп жатыр. Қуантарлық жағдай. Енді Нұрмахмет мырзаның айтып отырған бір дүниесі мен қатты келісем, мына мамандандырылған лицейлердің бәрін дәл осы КТЛ сияқты, болмаса Назарбаевтың мектебі сияқты ауысып отыр ғой. Сол сияқты бір правлениясы болмаса фонды болып, министрлік отыр ғой. Иә, министрлік тым көп қой. 8000. Аналарды тағы да 50-леп, 100-деп олардың бір фонды болмаса сондай бір ұйымы отырып
түсіріп отырса нұсқаулықтарда, онда нәтиже жылдам тез көрінуге болар еді. Бұл үшінші жағдай. Енді төртіншісі, қазір міне білім саласында частный мектеп 900-950 болып кетті, оның бәрі не деп айтамыз ғой. Бірақ білім саласын міне 10 жыл 20 жыл бері іштен жүрген Нұрмахмет сияқты жігіттер, 25 жыл педагог болып жүрген сіз сияқты азаматтар, осылар келіп жан-жақты частный мектептерді ашып дамытса, ол ертең бәсекелестікке алып келіп, мықтылар қалып, үлкен дамуға түбінде келеді деп ойлаймын. Сол үшін жаман бақытты емеспіз, кешеге қарағанда жақсылаумыз, ертеңге қарағанда сәл нашарлауымыз да. Бірақ өте жақсы, жаңағы нәрсені дұрыс айттыңыз. Кезінде енді анау педагогикалық мамандыққа баратындардың жаңа несін көтеріп, стипендиясын көтеріп, сосын балы қазір енді жоғарылап, олар бүйтіп келгеннен кейін сосын недегі тазалық, енді ұбт-дағы ғой өзі ең бастысы. Солар не қыла бастаған кейін сондай недер енді келіп жатыр. Сондықтан енді оның несі болады деп ойлаймын. Екіншіден, мысалы жаңағы көп дамыған мемлекеттердің проблемасы, мәселесі ең үлкен ана бала санының қысқару, жаңа Гонконгты айтып жатсың, иә. Енді Қытайда да қатты бұл мысалы. Себебі кезінде ол 2-ақ балаға рұқсат берді. Сөйтті де олар ерте бастан, мен енді 2008 келдім, 98-ден 2008-ге дейін 10 жыл сол жерде жаңа не болдым. Мұғалім болдым ғой енді. 10 жыл сол жерде көрдік, не алдық. Айтайын дегенім, сол кезде ана ауылдағы мектептердің болашақта бала саны азаятынын біліп, олар аудан орталықтарынан жатақханасы бар интернат мектептер салып, мынаның бәрін сол жаққа көшірді. Дұрыс. Ауданның сәл сыртқы жағынан, біздің ауданның сыртқы жағынан ала жаңағы нені салды да, ана мектептердегі балаларды сөйтіп көшіре бастады. Алдымен орта мектебін көшірді 9-дан ары қарай, сөйтіп ары қарай 5-ке түсірді. Енді қазір негізінен бастауыш сыныптар ғана ана жақта қалды деп айтуға болады. Басқасының бәрін ана жаққа жинап оқытып жатыр. Бұның да бір результаты бола ма деп ойлап жатырмын. Себебі жаңа Нұрмұхамед айтып қалдың ғой, бізде жылына мысалы қаншалаған мектептер жауып қалып жатыр. Себебі бізде қалада мектеп жетпей жатыр, дұрыс. Ауылды жерлер қиын. Астанада 10 мектеп салынса да жетпей жатыр. Ал ауылды жерлерде ол мына мектептер жауып жатыр. Сондықтан сол сияқты бір нелерді жасау керек бекен деген өзімнің ойым, жаңағы мектептер системасын байланыстыруға байланысты айтып жатқан ғой, мысалы аудан орталықтарында сол сияқты интернат жаңа не деген сияқты соның бір системасын қалдырып, жүйесін қалыптастырып, соның бір жайлы мектептерді салдық, дұрыс, керемет, бірақ жайлы мектептердің бәрібір айналып келіп ішкі нәрсесі керемет болғанмен олдағы жаңағы мамандардың мәселесі қиын болып қалып тұр ғой. Дұрыс. Ортақ бір дайындалған мамандары жоқ, жіберетін, мамандардың енді біздегі ана жайлы мектеп бәрі жарқырап неғып тұрғанмен бәрі айналып келіп сол мамандардан қиналып қалды негізі, сол жағы деп ойлаймыз. Бізде мемлекет министрлік тарапынан жүзеге асып жүйе болып қалыптасқан қазіргі таңда бірде-бір басы бар, аяғы бар не жоқ, бастама жоқ. Қарап көрсеңіздер, мысалы бағанағы Назарбаев жергілікті мектептер ол министрліктің жобасы емес, білесіздер. Ол биылда министрліктің жобасы емес па? Биылда министрліктің жобасы емес. Министрліктің жобасы дарын, бірақ оны бастады бір министр кезінде, жоғарыдан тапсырма түсті, бастады, бірақ сол бойы орталықтан түсіп, облыс деңгейінде өзімен өз қалып қойды былай айтқанда. Сондықтан мәселе бастауда проблема жоқ. Министрлер қанша келіп кетіп жатыр, көшбасшы дейді, анау дейді, мынау дейді, бастаманы бастайды, бірақ олардың министрлердің өмірі сол бастаманы жүйеге айналдырып бағанағыдай бір мұра ретінде қалдырып кететіндейге жетпей қалып жатыр. Міне мәселе осы да. Сондықтан ақыры министрлік жоба бастауға қатты мықты болмаса, ол ештеңе есетпейді. Қазір халықта бір анандай бір нәрсе бастайын десе, ойбай ол шулап жаңа сияқтанан жинау үшін де шулайды ғой қалып біздің ауылда мектеп жобайын. Сондықтан министрлік ол бастаушы болмақ қою керек. Ол бастамаларды бастатқызушы. Бәрін шақырып, қолдаушы, сұрыптаушы, мықты бастамаларды жинап алып, соларға баға беріп айтып, сенің бастамаң жақсы, сенің бастамаң жақсы, қолдауға лайық критерийға келеді, қолдаймыз, қаржыландырамыз, рұқсат береміз, құзырет береміз деп үйлестіріп отыру керек. Бітті. Себебі
министрлік ауыса береді, билік ауыса береді, ал бастаманы ұсынған, қолдау тапқан тарап ол ауыспайды. Сондықтан бәлкім сондай бір концептуалды, ол мүмкін біздегі тағы бір проблема сол, ана министр қолдайды, мына министр келеді де өзінің ойымен келеді, өзінің ойымен ол қолдамай кетеді мысалы деген сияқты. Сондықтан ол министр заң жүзінде бір бастаманы қолдап қалдырып кетсе, ол келесі министр оны келіп жабумен айналыспайды. Ол уақыты жоқ. Ол бір министрдің кезінде бастаған жобаны келіп жауып жүретін ешкім, мен ондай бір министрді бір бастамалар жапқан министр көрмеппін. Жақсы не болса, себебі ол бастама басталу үшін да бір бағанағыдай обоснование дейді, қаржы, дәлелдеу көп процесстен өтті ғой. Мысалы білім инновация лицейлерін ешкім келіп жауып атқан жоқ. Назарбаев зияткерлік мектептерін ешкім келіп жауып атқан жоқ. Сұрақ туындайды, қаржыландыру көп болып жатыр, нәтиже қалай, ол сұрақ туындаған сұраққа жауап беріледі. Бірақ сұрақ туындаған жақсы дейсің ғой, ол әрине ол сұрақтан қорықпау керек, ол келу шығу керек та, бастаманы бастағандар жауап беру керек. Міне біздің бастамамыз ерекшелігі мынандай, біз мынандай пайданы тигізіп жатырмыз деп дәлелдеп сөйлеп, ары қарай біз қолдауға иеміз. Барлық халық шығып сол бастамаға қарсымыз десе, онда ол бастаманы жабуға тура келеді. Бірақ ол халықтың ішінде ол бастамаға ұнамайтындар пайда болғанмен қатар, сол бастаманың пайдасын көрген қаншама мыңдаған халық бар. Сол үшін халық түбінде өзара бір мәмілеге келіп, жоқ, бұл бастама жақсы екен, тиіспейік, одан ары дамытайық деп бір шешімге келеді деп ойлаймын. Бірақ енді жаңағындай да мәселе бір ойласақ, бәріне министрлік жауапты сияқты бізде ойлайтын, енді бәрі деп айта алмаймын, мен біраз халық бар ғой, бір жаңағы әрбір мектептің нәрсесіне министрлік жауап бере алмайды, енді жергілікті жаңа не бар деген сияқты. Бала уланып қалса да министрліктен көріп жатамыз. Халық өйтіп ойлағаннан емес деп ойлаймын, ол кейде сондай бір әлсіз министрлер келіп қалады. Олар сол ауылдағы бір басшы, көпті көрмеген бір көзқарасы кең тарлау, былай айтқанда форматтағы басшылар министр болып келіп қалған кезде, онда біз осындай нәрселерді көрініс табамыз. Олар министрлікпен сондай форматта басқара бастайды. Өздерін бір директор сияқты санап. Ауылдың мектебінде директор еді, енді министрліктің директоры болып алды. Сондықтан бізде министрлікке дұрыс көзқараспен қарайтын, өзінің құзыретіне, жұмысына, сондай салалық көзқараспен қарайтын министрлер көптеп келсе, мен тек білім саласын айтып жатқан жоқпын, кез келген саланың министрлігіне сондай мамандар келсе, онда әрине ол мемлекеттік қызмет өзінің функциясын тиімді атқарады. Гарвардтың профессорлары зерттеген екен 70 жылдан бері. Адамды ең бақытты қылатын нәрсе не? Бір нәрсе не деп, эмоция беретін, көңіл күй сыйлайтын нәрсе не деп зерттеген екен 70 жыл бойы. Сонда адамдардың қартайған кездегі сол шағында олардың барлығын бір ауыздан айтқан жауабы ол жақсы қарым-қатынас екен. Сондықтан бағанағы бала мектепте азаннан түнге шейін оқи берсін, бірақ арасында егер оқып жатқан мектебінде мұғалімдерінен, сыныптастарынан жақсы қарым-қатынас, адами қарым-қатынас, бауырмашылдық болса, онда олар оқудан шаршамайды. Физикалық түрде шаршағанмен эмоционалдық тұрғыдан ол ләззат алады. Себебі ол арасында ол сыныптастарымен, ағай апайларымен шай ішеді, ойнайды, күледі, сырласады. Сол үшін мектепте осы баланс болу керек та. Ыңғайлы, жайлы орта, адамның өмірін жеңілдететін, мықты чемпиондар дайындайтын оқу бағдарламасы мен контент, методика мұғалімдер, және не адамгершілігі, бауырмашылдығы бар адами орта. Оқушышы, ата-ана, ұстаздардан қалыптасқан орта. Осы үшеуі болса, ол мектеп, мемлекеттік болсын, жекеменшік мектеп болсын, олар мықты мамандарды, мықты тұлғаларды, азаматтарды шығара алады деп сенемін өз басым. Осы жағын білім инновация лицейлерінде өте жақсы қалыптасқан. Жаңағы бала кәдімгі олимпиадаға дайындалып жүрсе де қиналмайды ғой, ана ортасына. Өте жақсы мысалы. Жаңа сіз айтқан елдерде айтады ғой, дамуда шек жоқ дейді. Совершенству нет предел дейді ғой орыстарда. Жапония, Сингапур, Кореяда суицид, басқа дүниелер болып жатса, олар өз-өздеріне өте жоғары
деңгей қойып алған мақсат. Иә. Оның кейін ана жапондардың енді ұлттық несі де сондай ғой. Менталитеті сол ғой. И олар сол деңгейге жету үшін аналардың арасынан үздік болып бармаса, олар үшін жаңағы түсініктерінде олардың ділі дейді ғой. Ділдерінде сондай түсінік, олар кем болып қалып, ата-аналарын басқаларды, айналаңдағыларды ұятқа қалдырған болып есептейді ғой. Содан суицидке көп ұшырайтын сол жапондар. Біріншіден. Екіншіден, сол талаптың өте жоғары екен, сол екен. Жаңағы Жапонияда сіздер айтып отырған статистика сәйкес келмейді екен да? Не? Именно жоғары сыныпта, 10-11 сыныптар ғой біздердегі. Солардың 30% жеке мектепте екен. Жапондардың өзі. Өйткені ана стрессті ертең емтиханның жоғары талапты екенін біледі да, олар жоғары сыныпқа келгенде частныйға барып, бей-жай жаңағы ештеңе алаңдамаста соған дайындалады да. Ал енді біздегі Нұрекеңнің айтып отырғаны, бізде балалық бар, шалалық бар, бұзақылық бар, дұрыс түсінбегендік бар. Біз оларға қарағанда еркінбіз. Еркіндігіміз, бірақ жаңағыдай олардық сияқты емес, екеуі сәл екі түрлі дүниеден болып жатыр да біздікілердің бір өкініштісі. Жақсы жағдайы дұрыс, жаңағы Билл сияқты фонд жасап, біздің ділімізге сәл жақындау, мысалы біздің ұлттық менталитетімізге жақындау, осы Биллдардың системасы. Тәрбие саласында ата-аналар мен ұстаздар, балалар ортасында үштік одақ дейді ғой. Соны жақсы құра білген, және достармен бірін-біріне жаңағы Билл мектептеріне барсақ, аға әпке дегенде не бар ғой? Жүйе енгізіп қойған ғой. Жоғары сыныптағылар төменге әпке болады, немесе аға болады деген сияқты. Осының бәрі қандай керемет, ұтымды үйлестірілген да, біздің білім системасына, жүйесіне осындай дүниелерді сәл енгізсек, одан ешкім ұтылмайды. Наоборот, бәріміз ұтамыз ол артықшылығы. Сосын кім айтады ғой, жаңағы түріктің жазушысы бар, Назым Хикмет. Бақыт деген не десе, ойланып айтыпты. Бақыт деген көп ойландым, бірақ нәрсе сияқты депті да. Таңертең қуанып жұмысқа барсам, кеш асығып дейді. Кешкісін асығып үйге қайтсам дейді. Сол, наверное, екі-ақ нәрсе бақыт деген дейді. Сол сияқты мектеп дегенде не балаларға жаңа well-being дейді ғой ағылшындар енді. Well-being дегеннің жаңағы ауқымы өте кең. Мысалы қазақтың айналайын деген сөзіне ағылшынмен де орыс сөздермен түсіндірмейсіз ғой. Ағылшынның да сол well-being деген сөзі өте ауқымы кең. Сол бақытты бір әл-ауқатты керемет ортада жүру үшін жаңа балаларға да мектепке бақытты сезіну үшін деймін да. Жаңа мектепке асығып, қуанып, рахаттанып барса, сосын асығып, қуанып үйге қайтып отырса, содан артық жаңа бақытты бала жоқ шығар, бақытты мектеп жоқ шығар деймін да. Тамаша, өте керемет нәрсе болды. Мен ойымша, кез келген ата-ананың, ұстаздың осы тұрып жатқан ортасына, халқына бере алатын ең құнды нәрсесі ол сапалы ұрпақ. Яғни өз баласы болсын, өз шәкірті болсын. Сондықтан бұл өте үлкен ұлы жауапкершілік, ата-ана ретінде, ұстаз ретінде. Сол үлкен ұлы жауапкершілікті бірігіп, ақылдасып, бағанағыдай жүзеге асыра берейік деп тілегім келеді. Білім саласы бұл тек қана тәтті жарыс, тәтті бәсекелестікті қолдайтын бір жүйе. Бұл жерде басқа жарысқа, жаман жарысқа орын берілмеу қажет. Сондықтан сынның өзін біз дұрыс ниетпен айтсақ, тек білім жүйесі дамиды деп қабылдайды деген үміттемін. Себебі біз бүгін өте көп сын айттық, бірақ оның барлық түбіндегі ниетіміз осы еліміздің ұрпағы мықты, жақсы болса деген ниеттен. Тамаша. Енді біз ұстаздар туралы айтып жатырық, жаңа саясат, білім саласында жүйе туралы айтып жатырық, бірақ ол ата-аналардың да өзінің міндеті болу керек. Олардың және міндеті өте жоғары. Баяғы орыстардың ұлы педагогтарының бірі ғой, Каменский айтады. Енді рас па өтірік па білмеймін, қазір көзқараспен қарау керек. Бірақ ол айтып кеткен кезінде балаға берілетін тәрбиенің 90% 5 жасына шейін отбасында беріледі дейді. Ол әлі сөз актуальны болса, енді зерттейді ғой, басқа ғалымдар басқа пікір айтады. Бірақ мен ата-аналарға осы дүниені де айтқым келеді. Отбасында
геннен де деп айтып жатамыз қазақтар, иә, қаннан да болады деп. Сосын отбасындағы ата аналардың жүріс тұрысы өзінің іс әрекетінен балаға көп білім тәрбие беріледі негізі. Сол үшін 90% деп Каменский айтып отыр. Сол үшін саналы ұрпақ керемет болашақ қалыптастырғымыз келсе, сіздер сияқты педагогтар, мемлекеттің жүйесі, ата-аналар бәріміз бірге түсіністікпен жұмыс жасайық. Өте тамаша. Екеулеріңіздің де ойларыңыз жаңағы ұрпақ дұрыс өзіміздікі, өзіміз үшін тәрбиелейміз, бірақ ол ертең жақсы болып жатса ұлтқа қызмет етейді деген неге келіп тұр. Өте тамаша. Сондықтан біздің болашағымыз сол ұрпақтарымыз. Сондықтан да біз енді осы ойлайық деген YouTube каналды ашқандағы да мақсатымыз сол болған. Халыққа бір осы білім саласындағы өздеріңіз сияқты эксперт мамандармен кездесу арқылы балаларымызды осы білімге, ғылымға ұмтылдырсақ, соған дәріптесек деген мақсат болған. Әрине қуантарлық жағдай, қазір ойласаңыздар, көп ата-аналар енді балаларын сөйтіп дұрыс тәрбиелеп, дұрыс бағыт беріп, дұрыс азамат болуына өзіндік бір үлесін қосқысы келеді. Енді соның ішінде өздеріңіз де жаңа сияқты өзіміз де ата-анамыз ғой енді, әрбіреуіміз. Сондықтан баламыздың болашағы біздікі де, сіздердікі де бірдей деп ойлаймыз. Сондықтан балаларымыздың енді болашағымыз нұрлы болсын деген тілек айтқымыз келеді. Осымен енді ойлайық YouTube каналының бүгінгі сұхбаты өз мәресіне жетті. Жаңа айтылғандай бір өте керемет тамаша бір сұхбат болды деп ойлаймыз. Сондықтан ары қарай біздің каналды қолдай жүріңіздер, тарата жүріңіздер. Себебі бізде хайп болатын дейміз ба, бір тез жаңағы нәрсеге неғып кетеміз де, осындай білім саласы туралы айтылған өте керемет нәрселер ары қарай жетпей қалып жатады. Сондықтан соған да өзіндік бір үлестеріңізді қосыңыздар. Аман болайық, болашағымыз мықты болсын. Рахмет.